Қысқаша таныстыру. Сериал оқиғалары 1962 жылы өтеді. Ал ол фильмінің әрекеті 1988-ден 1989 жылдары болған. Сериалдың сюжеттік желісі Кеңес одағы мен Америка құрама штаттары арасындағы Кариб дағдарысына бірнеше ай қалғанда өрбиді. Бұл кезеңде әлем ядролық соғыстың табалдырығында тұрған еді. Сериалдың басты антагонисі Пеннивайз кітап пен фильммен белгілі болғандай қорқынышпен қоректенеді. Ал дәл сол жылы ядролық соғыс қаупі америкалықтардың барлығын дерліп билеп төстеді. Пеннивайз үшін бұл ең қолайлы кезең болды. Ол өз күшінің шарықтау шегіндеді. Сериал 2017 және 2019 жылдары шыққан фильмдердің ресми приквелі болып табылады. Пеннивайз рөлін сол баяғы актер Билл Скарсгард сомдайды. Ал жобада ол фильмдерінде жұмыс істеген режиссерлер мен продюсерлер қатысқан. Егер біреу авторды аз да болса қолдағысы келсе, Каспи мен Халықбанк реквизиттері видеоны сипаттамасында көрсетілген. Оқиға 1962 жылдың 4 қаңтарында Мен штатының Дерри атты шағын қаласына басталады. 13 жастағы Метти Капитол кинотеатрында жуырда ғана шыққан Музыкант фильмін көріп отыр. Әрі қатты дыбыс шығарып, емізік сорып отырады. Музыкант фильмі кішкентай қалаға келіп, жергілікті тұрғындарды алдамақ болған алаяқ туралы баяндайды. Ол балалар оркестріне ақша жинап, кейін ізін суытпақ болады. Кино залындағы ашуланған бір әйел Меттиге шуламауды талап етеді. Карл есімді кинотеатр қызметкері залдан Меттиді байқап, оны ұстауға бет алады. Бірақ бала залдан қашып шығып, фойеде картоннан жасалған витринаның артына тығылады. Бұл баланың билет төлемей кинотеатрға 3-ші рет кіріп отырғанын айтады. Хэнк оның отбасын көрген сұрайды. Карл жоқ деп жауап береді. Содан кейін Хэнк Карлға Меттиді мазаламауды және оған фильмдерді тегін көруге рұқсат беруді ұсынады. Осы кезде Хэнктің қызы Рони тығылып тұрған Меттиді байқап қалады. Карл Хэнкпен дауласып, аяушылық кинотеатрдың электр жарығына төленетін ақыны жаппайтынын айтады. Хэнк жаңжал шығарғысы келмей, Рониден баланы көрдің бе деп сұрайды. Қыз иә деп жауап береді. Бірақ Меттиді ұстап берудің орнына Карлды әдейі басқа жаққа жіберіп қате бағытты көрсетеді. Хэнк қызы екеуі кетіп қалған соң, Метти мүмкіндікті пайдаланып тығылған жерінен шығады. Алайда кенеттен Карл қайта пайда болып, оны байқап қалады. Бала қаша жөнеледі. Ал Карл соңынан айқайлап, келесі жолы полиция шақыратынын ескертеді. Метти қармен көмкерілген Дерри көшелерінен өтеді. Соска әлі де аузында тұр. Көзінің жанындағы көгершік ізінен оның қиын жағдайдағы отбасының баласы екенін аңғаруға болады. Метти үлкен саусағын шығарып, автостоппен Дерриден кеткісі келеді. Бірақ өтіп бара жатқан көліктер оны байқамай тоқтамайды. Ақыры бір машина тоқтайды. Көлік жүргізушісі терезені төмен түсіріп, оның бәрі дұрыс па деп сұрайды. Жүкті әйел Меттинің тоңып қалғанын көріп, оны машинаға отырғызады да жылыту үшін көрпемен береді. Ер адам Меттиден үйінің мекен-жайын сұрайды. Бірақ бала қайда барса да бәрібір екенін, тек Дерри мен ата-анасына қайтқысы келмейтінін айтады. Әйел олар Портлендке кететінін айтып, Меттині бірге баруға көндіреді. Жол бойы олар радионы қосады. Жаңалықтарда Кеңес одағында жаңа ядролық сынақтар өткендігі айтылып жатыр. Балалар әкесінен станцияны ауыстыруды сұрайды. Үлкен қыз Арлин контейнердегі қызыл сұйықтықты иіскей бастайды. Сосын Меттиге де ұсынуға тырысады. Кенеттен еш себепсіз машинаның ішінде бәрі күліп кетеді. Метти терезеге қарап, Дерриге қош келдіңіз деген билбордты көреді. Бұл олардың қайта қаланың шегіне оралып келе жатқанын білдіреді. Метти Портлендке барады деп ойлағанын айтып, тоқтауды сұрайды. Жүргізуші тек радионы қаттырақ қосып, оны елемейді. Метти есікті ашуға тырысады. Бірақ ол құлыпталған. Кенеттен бүкіл отбасы кездейсоқ мағынасыз сөздер айта бастайды. Сиқырлы рәсімге ұқсас. Бала рульді ұстамақ болып, кездейсоқ жүкті әйелге қарғысы келмеген жарақат береді. Әйелге жүктіктің соңғы сатысы машина ішінде басталады. Соңында ол адам баласы емес, екі басы бар, қанаттары бар, әбжіл әрі сұмдық тіршілікшіні дүние өтеді. Метти сосканы аузына салып, болып жатқан жағдайдан аулақ болуға тырысады. Бір сәтте тіршілікші оның үстіне шабуыл жасап, соска автомобильден ұшып шығып, суға түседі. Құбырға қарай аға бастайды. 4 ай өткен соң сәуір келеді. Біз 13 жастағы Филмен танысамыз. Ол ұшақты бақылап отыр. Өз дәптерінде ол Дерриде көрген түрлі ұшақ модельдері мен түрлерін жазып алады. Дерридегі ақш әуе күштері базасына Корей соғысының ардагерлері келеді. Капитан Поли Руссо және майор Лерой Хенлон. Оларды полковник Фуллер өз қолымен қарсы алады. Полковник база ақш үшін кеңес қауіпіне қарсы маңызды нысан екенін айтып, әрдайым сақ болу керектігін байқайды. Хенлон нәсілдік кемсітуге тап болады. Сержант Мастерс майорға расасына қарай дөрекі қараған көрсетеді. Бұл жағдайды генерал Фрэнсис байқайды. Генерал Хенлонды Б-22 бомбардирлік ұшағының ұшқышы етіп бағайындайды. Себебі ол туғаннан ұшқыш болып шыққан. Дерридегі мектепте Лили атты қыз өз шкафын ашқанда тұздалған қияр салынған банкқа түскен жерге сынып кетеді. Бірнеше оқушы үнсіз күледі. Лилиге жақындаса
Мардж келіп, бәрі дұрыс па деп тексереді. Лили бәрі жақсы екенін айтады, бірақ әзілдеп, енді бәлкім пиар иісі шығады деп қостайды. Осы уақытта Фил сыныптасы әрі досы Теддимен әңгімелеседі. Анықталғандай, Фил бөтен планеталықтар туралы теорияларға қызығады. Ол инопланетяндар ақш әуе күштері базасында Дерриде жасырын тұрады деп сенеді. Тедди әңгімені өзгертіп, Филдің емтихандарға дайындалған сұрайды. Фил байындалмағанын айтып, өйткені жақында оның ойынша Кеңес одағы мен Америка арасында 3-ші дүниежүзілік соғыс басталатынын айтады. Кешке Фил көрсін бақылап, Теддиден әйелдер неге өткір пішінді кеудешелер киетінін сұрайды. Содан кейін Фил комикс салады. Ондағы сюжетте ғарыштан келген адам орманда солдатпен шайқасады, ал Тедди сол уақытта үй тапсырмасын орындап отыр. Фил Теддидің алаңдағанын байқап, не болғанын сұрайды. Тедди бүгін Мэттидің жоғалып кеткеніне 4 ай болғанын айтады. Фил салқынқандылықпен Теддиді бұл жағдайға үйренуге және өмірін жалғастыруға шақырады. Бірақ Тедди көнбейді. Полиция Мэттидің денесін таппағанын еске салады, және ол әлі тірі болуы мүмкін дейді. Сонымен қатар Мэттидің досы болмаған, тіпті туған күніне сыныптастарын шақыру үшін анасы балаларға тәтті беретінін атап көрсетеді. Сол арқылы біз Фил мен Теддидің Мэттидің нағыз достары еместігін түсінеміз. Басқа жағынан, біз Лилиді ваннада көріп, қолындағы ойыншық тасбақасы бар білезікті сипап отырған байқаймыз. Содан кейін Лилидің естелігіне көшеміз. Ол Мэтти 31 желтоқсан жаңа жыл қарсаңында оны бұрын көп жылдар бойы жабылған бақылау алаңына апарғанын еске алады. Мэтти Лилиге айтып береді. Бір кездері Фил мен Тедди бақылау алаңын ешкім бақыламайтын біліп, оны өздерінің құпия орындарына айналдырған. Лили одан ашылған керемет көрініске тәнті болады. Мэтти мен Лили тәттілер мен ойыншықтарды ашады. Лилиге көптеп бар ракеталар түседі, ал Мэттиге тасбақа келеді. Сол кезде Мэтти ойыншықтарын ауыстыруды ұсынады. Лили келіседі. Мэтти одан Фил мен Теддиге бақылау алаңына барғанын айтпауын сұрайды. Лили Мэттиден өзін мектептегі басқа балалар сияқты оғаш деп ойлайтынын сұрайды. Мэтти оған оның үшін оғаш емес деп жауап береді. Содан кейін Мэтти Лилиден 1 жыл бұрын әкесіне не болғанын сұрайды. Лили әкесіне қатысты оқиғаны баяндайды. Бірде ол анасы мен әкесінің жұмыс орнына барған. Әкесі тұздалған қиярларды орау фабрикасында жұмыс істейтін. Фабрикадан шыққанда Лили өзінің ойыншығын ұмытып кеткенін түсінеді. Тіпті ойыншық арзан болса да, әкесі оны алып кету үшін фабрикаға қайта оралады. Лилидің ойыншығын іздеп жүріп, әкесі кесу машинасына түсіп кетеді. Кейін Мен штатында Лилидің әкесінің дене бөлшектері қияр банкілеріне түскен туралы қауесет таралады. Осы оқиғадан кейін Лили біраз уақыт Дженнифер Хилл психиатриялық клиникасында болады. Сол себептен мектепте оны оғаш Лили деп атайды. Кейде сыныптастары әзіл ретінде шкафына тұздалған қияр банкілерін салады, әкесін еске салады. Мэтти Лилиге бұл оның кінәсі емес, бәрі жай кездейсоқ болғанын айтып жұбатады. Сол сәтте аспанда фейерверк жарқырап, олар екеуі үнсіз қарап тұрады. Мэтти Лилиге жаңа жылдық тілегін білдіреді, ал Лили оған тыңдап, қолдау көрсеткен үшін алғыс айтады. Мэтти Лилиге ғашық болып, оны сүйгісі келеді, бірақ Лили тез қашып кетеді. Ұялған Мэтти қателескенін мойындайды, сөмкесін алады да кетіп қалады. Қазіргі уақытта Лили білезіктегі ойыншық тақпақаны қарап отырады. Сол кезде анасы оны ертеңгі күнге киім дайындауға ескертеді. Себебі олар әкесінің зиратын аралауға бара жатыр. Лили барғысы келмейтінін айтады. Анасы қысым жасап, 1 жыл өтті. Зиратқа бармағандарын еске салады. Лили дайын емес екенін айтып, анасы оны ваннада жалғыз қалдырады. Кенет Лили ваннада ағындық саңлаудан Мэтти дауысын естиді. Ол «Я Got Trouble» әнін орындайды. Бұл ән Мэтти жоғалған түнде көрген музыкант фильмнен. Қорқып, Лили Мэттиге қайда екенін сұрап, оны үйге оралуын күтеді. Сол кезде басқа дауыс шығып, оны оралтуға рұқсат етпеймін деп айтады да, қанға боялған саусақ пайда болады. Лили үрейден айғайлайды. Келесі күні мектепте Лили Марджға болған жағдайды айтады. Мардж таңданысуына қалай болғанын түсінбейді. Сыныптастар не ойлайды деп қорқып, Мардж Лилиді мектептегі дәретханаға алып кетеді. Ешкім тыңдай алмайтындай етіп. Өйткені Лили мен Мэттидің ваннадағы ағындық саңлау арқылы сөйлескені туралы оқиға мүлдем оғаш естіледі. Мардж Лилиге жазға дейін 2 ай қалған. Осы уақытты шыдауы керек екенін ескертеді. Егер сыныптастар оның Мэттимен байланысын білсе, Лилиге одан сайын көп мазақ болады. Фил пен Тедди велосипедпен үйге қайтып барады. Фил Теддимен өз ғарыштан келгендер туралы теорияларын бөліседі. Жол бойы олар Лилиге жолығады. Бақылау алаңда Лили оларға маңызды бір нәрсені талқылау керегін айтады. Фил ашуланады, себебі Мэтти Лилиге бақылау алаңын айтқан.
анықталады. Метти бақылау алаңына текті. Лили Фил мен Тедиге өткен түнде ваннадағы ағындық саңлаудан Метти дауысын естігенін айтып береді. Фил оған сенбейді. Содан кейін Теди Филге сұрақ қояды. Ол Филді ойландырады. Егер Фил ғарыштан келгендер туралы барлық әңгімелерге сенетін болса, Метти өз танысы арқылы байланысуға тырысуы мүмкін деп неліктен сенбейді? Лили енгізілетінін айтады. Фрэнсис базадағы нәсілшілдікке жол бермейтінін мақты білдіреді. Кешке Теди өз отбасы, қатал еврей қауымына тиесілі отбасының дастарханында тамақтанады. Әкесі ұлының алаңдаулы екенін байқап, неге екенін сұрайды. Теди адамды ұстап құбырға тығып қою мүмкін бе деп сұрайды. Әкесі екінші дүниежүзілік соғыстағы Бухенвальд концентрациялық лагерь туралы айтып береді. Сосын ұлына ашуланып, тағы қиял жасамауын ескертеді. Ұйықтар алдында Тедди Бэтмен туралы комиксті оқиды. Кенет шам өздігінен сөнеді. Ол шамды қайта қосады, бірнеше секундтан соң қайтадан сөнеді. Тағы қосады, бірақ қайта сөнеді. Үшінші рет қосуға тырысқанда шамның экранда концентрациялық лагерь тұтқынына ұқсас біреудің бетін көреді. Шам өздігінен қозғала бастайды. Тедди қорқып айқайлайды. Сол кезде ағасы бөлмеге кіріп, не болып жатқанын білуге тырысады, бірақ ештеңе байқамайды. Келесі таңертең Тедди болған оқиғаларды Фил мен Лилиге олардың жасырын ұясына айтып береді. Фил сәл қобалжып, енді келесі құрбан өзі болуы мүмкін екенін түсінеді. Тедди бәрін ересектерге айтып беруді ұсынады, бірақ Фил қарсылық көрсетеді. Өйткені ешкім оларға сенбейді. Оларға сенбей психиатриялық клиникаға жібереді деп қорқады. Содан кейін олар үштік болып кітапханаға барып, Метидің жоғалуын өздері зерттеуге кіріседі. Қалалық кітапханада олар газеттен Метидің жоғалған туралы мақаланы табады. Мақалада Метиді тірі көрген соң оны мүмкін өлтіру оқиғасына айналдырған. Кейбір күдіктілер ретінде тұрмысы төмен адамдар қаралған, бірақ нақты кім істегені табылмаған. Мақалада Мети жоғалғанға дейін Ронни атты қыз оны 4 қаңтарда көрген айтылған. Ол әкесінің Хэнктің кинотеатрда жұмыс істейтін. Ронниді тауып, жасөспірімдер оның жанымен сөйлесуге тырысады. Алдымен Ронни сөйлесуден бас тартып кетулерін талап етеді. Ол полиция бірнеше рет үйіне келген. Мети жоғалуында ең басты күдікті болып, әкесі Хэнк болып көрінгенін айтады. Бірақ Лили Метидің ваннадағы ағындық саңлаудан Яга Trouble әнін айтқанын естігенін білген соң, Ронни олармен бар ақпаратты бөлісуге келіседі. Бұл ойын емес екенін ескертеді. Хенлон жауап ретінде, егер керек болса, олар атқышты басады, бірақ өз ойын айтпайтын білдіреді. Сол сәтте Руссо есікті қағады. Адамдар қарсы газ маскасынан назарын аударған кезде Хенлон оларға шабуыл жасайды. Руссо есікті ашып, шабуылдаушылармен күреседі. Олар қашып кетеді. Руссо Хенлоннан олар кім екенін сұрайды, бірақ Хенлон да білмейді. Тедди, Лили, Ронни, Фил және Филдің кіші әпкесі Сьюзи киноға бірге көргісі келгендіктен Капитолий кинотеатрына кіреді. Ронни оларға музыкант фильмін қосып жатқан кезде Тедди залда отырып жылай бастайды. Ол барлығының алдында Метиге не болғанын ойлап тоқтай алмайтынын мойындайды. Лили Метиге қолдау көрсету керек екен, бірақ сол сәтте оны ит жүрекпен кері тастағанын айтады. Фил бұл ешкімнің кінәсі емес екенін айтып, өзі де жылап кетеді. Фильм басталады. Алдымен ештеңе ерекше емес сияқты көрінеді. Бірақ кенеттен экранда Метти шығады. Ол қолында 4 ай бұрын машинада оған шабуыл жасаған. Сонымен қатар Меттиді автостоппен алып кеткен отбасыда көрсетіледі. Балалар Меттимен сөйлесуге тырысады, бірақ ол оларды көріп қуанып тұрған жоқ. Метти оларға ең көп қажет кезде олар оның қасында болмағанын айтады. Сол сәтте Метти ұстап тұрған 2 басы бар мутант жылай бастайды. Метти басын төмен салғаннан кейін қайта көтергенде беті өзгеріп кетеді. Кенет ол мутантты экранның шетіне лақтырады. Ол үлкейіп, кинотеатрдағы экраннан шығып кетеді. Жыртылыс салдарынан залда дүрбелең басталады. Фил бұл мутанттың ақш әуе базасында жасалған болуы мүмкін деп ойлайды. Существо алдымен Филге, сосын Теддиді де шабуылдайды. Ронни проекциялық бөлмеде қашуға тырысады, бірақ есік жабылып, оны ішке қамағандай болады. Лили Сьюзиді құтқаруға тырысады, бірақ мутант оған да шабуыл жасайды. Ронни проекциялық бөлмеден шығады. Ол Лилиге жетіп, бірге сыртқа шығады. Ронни есікті жауып, мутантты ішке қалдырады. Лили көргеннен шоққа түседі. Капитолий кинотеатрындағы оқиғадан кейін 2 полиция қызметкері кәмелетке толмағандар істері бөліміне қарасты киномеханик Хэнктің пәтерін бақылауға алады. Өйткені олар оның жасөспірімдердің жоғалуына қатысы бар болуы мүмкін деп ойлайды. Машинадан олар Хэнк не істеген болуы мүмкін екенін болжайды. Алайда кино залында балалардың денелері табылмағандықтан полицияның Хэнкті ұстауға нақты дәлелі жоқ. Пәтердің ішінде Хэнктің анасы абайлап терезеден қарап, ұлына полиция әлі тұрғанын хабарлайды. Ронни әжесі мен
әкесінің әңгімесін тыңдап, әкесінің кінәсіз екенін түсінеді. Хэнктің анасы Ронниге келесі аптада мектепке оралу керек екенін ескертеді. Ол қыздың білім алуы қажет екен. Өйткені егер ол осы нәсілшіл қаладан кеткісі келсе, білім маңызды екенін айтады. Хэнк бұл ұсыныстан бас тартады. Ол қызын жоғалтқысы келмейтін, өйткені бұл қалада жасөспірімдер бір-бірден жоғалып кететінін түсінеді. Хэнк Ронниның әкесінің әңгімесін тыңдағанын байқайды. Ронни әкесінің ұсталар-ұсталмайтынын сұрайды. Ол оны тыныштандырып, ұсталмайтынын айтады. Сол уақытта майор Хэнлонға әйелі Шарлотта мен ұлы Уилл келеді. Кішкентай бала әкесімен кездесіп, оны мықтап құшақтайды. Сосын өз бөлмесін зерттеуге асығады. Хэнлон мен Шарлотта арасындағы қатынастың мықты әрі жылы екені байқалады. Уилл өз бөлмесінде жаңа телескопты көреді. Ол әкесіне бұл өзінің арманының орындалғаны екенін айтады. Хэнлон әзілмен телескопты қыздарды бақылауға пайдалануға болатынын қосады. Бірақ Уилл қатаң дауыспен бұлай жасай алмайтынын айтады. Бұл сәттен Хэнлонның ұлы өз әкесінің қалаған типтегі бала еместігі айқын болады. Ол спортқа немесе әскери тақырыптарға емес, ғылымға қызығады. Бірақ бұл Хэнлонға ұлын шын жүректен жақсы көруге кедергі келтірмейді. Дери мектебінде кіреберісте қаладағы коменданттық сағат туралы ескерту тақтасы ілінген. Барлық жасөспірімдер түн батпас бұрын үйлеріне оралуы тиіс. Мардж сыныптас қыздардың бірін мазақтап жатқанын көріп, сол компанияға қосылып, өзі де мазақтай бастайды. Бірақ Петти оны тоқтатып, қатал болмауға кеңес береді. Содан кейін олар Роннидің кинотеатрдағы оқиғадан кейін алғаш рет мектепке оралып жатқан көреді. Лили оған жақындап, қамқорлықпен қарағанын білдіреді. Сыныпта Мардж Лилиге Роннимен сөйлескенін айтып, оған қатаң кеңес береді. Роннимен араласуды тоқтатып, танымал қыздармен бостасу керек деп. Бірақ Лили бұл ұсыныстан бас тартады. Сол сәтте сыныпқа Уилл кіріп келеді. Мұғалім оны кешіккені үшін ескертеді. Ол тез орынға отырмақ болады. Бірақ сыныптас бірі орындықты қозғалтып жіберіп, Уилл жерге құлайды. Сыныптастар оған күліп, мазақ қылады. Дегенмен бір бала күлу орнына Уиллдің қарындашын мақтап, оның қаламын жақсы көреді. Осы уақытта Хэнлон полковник Фуллерге барады. Кіреберісте ол кейбір офицерлердің, соның ішінде Мастерстің нәсілшіл көзқарастарын байқайды. Полковник Хэнлонға Мастерстің оған өткен түнде жасалған шабуылға қатысы бар екенін мойындағанын хабарлайды. Майор Фуллерге шабуылдаушылардың бірі оған Макаров пистолетін қадап қорқытқанын айтып, 3 адамның да кеңес арнайы қызметтеріне қатысы болуы мүмкін екенін меңзейді. Сол уақытта Шарлотта гүл сатып алу үшін қала орталығына келеді. Біз жас дәрігер Кингді көреміз. Ол да Ано фильмінде болған кейіпкер. Сонымен қатар Капитолий кинотеатрының жабылғанын байқап өтеміз. Шарлотта гүл дүкеніне кіріп шыққанда Пол Баньянның американдық фольклордағы аңызға айналған алып ағаш кесушінің мүсінін орнатуға қарсы наразылық білдіріп тұрған адамдар тобын көреді. Шарлотта ет дүкеніне кіреді. Сол жерде жергілікті әйел ашулы түрде қалада Пол Баньянның мүсіні орнатылмайтынын айтады. Шарлотта ет сатып ала отырып, дүкеншіге жаңа ғана Дериге көшкенін, бірақ терісінің түсіне байланысты жергілікті тұрғындардың оған жаман көзбен қарағанын айтып береді. Дүкенші жауап ретінде қалада афроамерикандықтар аз екенін айтады. Сөйлесіп тұрған кезде Шарлотта бір топ бұзақылардың ұлды соғып жатқанын байқайды. Өкініштісі, ешкім оған көмектеспейді. Шарлотта жасөспірімді қорғауға тырысады. Бала қашып кетеді. Бірақ бұзақылар қайта қуып жетеді. Шарлотта тротуардың ортасында қалып, қала тұрғындары оған ренішпен қарайды. Кешкі ас кезінде Шарлотта Хэнлонға қаладағы оқиғаны баяндайды. Хэнлон әйеліне енді ештеңеге араласпауды және өзіне қосымша проблемалар тудырмауды өтінеді. Шарлотта Хэнлонның бір түрлі күйде екенін байқап, оның неге уайымдағанын сұрайды. Хэнлон жұмысы туралы сөйлесе алмайтынын, өйткені бұл құпия ақпарат екенін ескертеді. Ронни өз бөлмесінде төсекте жатып, әкесінің және әжесінің дауысын тыңдайды. Даудан шаршаған ол басын көрпемен жауып, шуын басуға тырысады. Бір сәтте төсек ерекше күйген еді. Матрас өз жүрегін соғып жатқандай дірілдейді, ал ақ көрпе қызылға айналады. Төсек пен көрпе ішкі ағзаға ұқсап, қорқынышты көрініс тудырады. Ронни көрпеден шығып, еденге құлайды. Қараса, анасы неке көлікте тұр. Анасы бала туған кезде қаза болған. Ронниді өз өліміне кінәлайды және кейін олар әкесін іздеп жақпайды деп қорқытады. Анасының жүзі қорқынышты, монстр тәрізді кейіпкен еді. Ронни айғайлап әкесінің бөлмесіне қарай жүгіріп барады. Бірақ кімде болмаған соң қорқып қалмақ. Ронни әкесінің құшақтарына тығылады. Қаладағы Фалкон мейрамханасында 3 қара нәсілді адам Хэнлонға жасалған шабуыл туралы сөйлесіп отыр. Сол кезде қала шерифі ақ нәсілді Клинт барға кіріп бағана отырады.
Екі келуші Хэнк қазір қамалды ма деп сұрайды. Оны кінәлі деп есептейді. Клинт қара нәсілді офицерлердің бар екенін байқап, расистік көзқараспен оларды бардан шығаруын сұрайды. Бармен бұйрықты орындайды. Офицерлер Деридегі ақш әуе күштері базасына оралуға шешім қабылдайды. Бірақ келгенде күзетші оларды кіргізбей, жеке куәліктерін көрсетуді талап етеді. Ол база жабық екенін айтып, арнайы рұқсатсыз ешкім кіре алмайтынын ескертеді. Күзетші дежур офицерге хабарлап, қара нәсілді офицер Дик Холлоранның аты жөнін атап, ол арнайы артықшылыққа ие болғандықтан, дежур офицер олардың базада кіруіне рұқсат береді. Келесі күні 3 жасөспірім Америка үндістерінің тайпасынан шыққан. Алыстан ақш әскерлерінің өз жерінде бірдеңе іздеп қазып жатқанына куә болады. Олардың бірі Таниел. Оның ата-бабасы бұрын оны жеңген екен. Сол уақытта әлі де кешеуілден қалмаған Холлоранға полковник Фуллер келеді. Ол Холлоранның ерекше қабілетіне сенімсіздік білдіреді. Өйткені іздеу 4 айдан бері жалғасып жатыр. Бірақ қажетті объект әлі табылмаған. Холлоран жанжалдан қашып, іздеудің сәтті болуына өзінің жарқырауының көмегі тиіп жатқанын айтады. Мектеп асханасында Марч Лилиді өз үстеріне және жаңа құрбылармен отыруға шақырады. Лили шақыруды елемей жеке үстелге отырады. Сол үстелге Рони келеді де дірілдеген дауыспен ол қайтып оралғанын айтады. Асхананың басқа жағында Марчтың құрбылары Лили мен Рони неге сөйлесіп тұрғанын түсінбейді. Әсіресе Марч оларды сендірген соң, Лили енді қалдымық емес деп. Марч әңгіме тақырыбын ауыстырып әзілдегісі келеді. Бірақ тек Петти ғана күлемейді. Рони мен Лили арасындағы әңгімені жалғастырайық. Рони дірілдеген дауыспен ол оның әкесін іздеп жақпайды деп қорқытады дейді. Лили оны жұбатуға тырысады. Бәрі әкесінің кінәсіз екенін біледі. Рони полицияға шындықты айтқысы келеді. Монстр кино экраннан шығып кеткен. Лили егер олар айтса, адамдар олардың ессіз деп ойлап, психиатриялық ауруханаға жібереді деп түсіндіреді. Ол мұндайға екінші рет төзе алмайтынын қосады. Рони ренжіп Лилиге айғайлайды. Асханада барлығы оларға қарайды. Осы кезде мұғалім келеді де Рониді сабақ соңынан қалдырады. Коридорда Уилл жалғыз отырып тамақтанып жатыр. Оған бір бала қарандашы үшін комплимент айтады. Бала өзін Рич деп таныстырады да, өзі де жалғыз тамақтанып жүргенін айтады. Кенеттен коридорда Марч және басқа да танымал қыздар пайда болады. Ричтің Марчға ғашық екенін байқаймыз. Сол сәтте бір бала Уиллдің жанында түтін шашын лақтырады. Уилл қашып кетіп, бір мұғалімге соқтырады. Ол ренжиді. Нәтижесінде Уилл жазаланады. Сабақ соңында Рони мен Уилл танысып, бір-бірімен әңгімелеседі. Уилл өзінің жазаланғанын әділетсіз деп есептейді. Ал Рони өз жазасының әділ болғанын мойындайды. Терезеден қарап, Рони полицияның Лилиді мектептен алып кетіп жатқанын көреді. Полиция бөлімінде Лили шериф Клинттің алдында отыр. Қыз Хэнк сол түні жоқ болғанын айтып сендіреді. Бірақ Клинт оны манипуляциялайды. Ол Хэнк ғимаратта болмағандықтан басты күдікті Лили болуы мүмкін дейді. Сондай-ақ оның психиатриялық ауруханада болғанын біледі деп меңзейді. Және оны Джунипер Хиллге қайта жіберуі мүмкін екенін меңзейді. Клинт Лилиден Хэнк сол жерде болғанына толық сенімді ме деп қайта сұрайды. Лили сенімді емес деп жауап береді. Және бұл жеткілікті болып, Хэнкті жасөспірімдердің жоғалуына кінәлі деп таниды. Хэнк қамалып, полиция машинасымен әкетіледі. Рони Лилидің үйіне келеді де бар мәселені оған артық қояды. Лили жағдайды түсіндіргісі келеді. Бірақ Хэнкті айыптамағанын айтса да, Лилидің анасы есікті жауып, Рониді қуып жібереді. Келесі таңертең Хенлон Мастерске камераға келеді. Ол алдында Макаров пистолетін қойып, жанында ұңғысын қояды. Содан кейін Хенлон оған қарап, бұл дәл сол қару екенін айтады. Сол маска киген шабуылшы сол түні оған көрсеткен. Ол түсіндіреді, Макаров шығыс блок елдерінде стандартты қару, бірақ америкалықтар үшін оны пайдалану қиын, ал оқты салу одан да күрделі. Қатты дауыспен Хенлон Мастерстен сұрайды. Бұл сирек қаруды қалай тапты? Және ең бастысы, оны қалай осыншама шебер қолдануды үйренді? Содан кейін ол Мастерстен іс құжаттарын тексергенін айтып, оның сол түнгі шабуылшы бола алмайтынын растайды. Өйткені Мастерс М16-ны ғана жинауды білетін, совет қаруын айтпағанда. Мастерс мойындамаған соң, Хенлон оны атай тіткілеп, аналық ретіндегі қорлауын айтып, провокация жасайды. Мастерс пистолетті алып, Хенлонды атып өлтірмек болады, бірақ оны тиеп ала алмайды. Осыдан кейін Хенлон сенімді түрде түсінеді. Мастерс сол түнгі шабуылшылардың бірі емес. Содан соң Хенлон генерал Фрэнсиске барады да Мастерстің кінәсіз екенін хабарлайды. Генерал мойындайды. Шабуыл тек сынақ болған.
Хенлон мәлімет берер ме дегенін тексерген, ал Хенлон оны көңіліне қаратпай өткенін айтады. Генерал ұзақ уақыт бойы өзіне осындай адамды іздегенін айтып осады. Хенлон ашуланып, маска киген сол адам кім болған сұрайды. Фрэнсис түсіндіреді, ол өз адамдарынан анонимділікке уәде алғанын. Генерал Хенлоннан тағы 10 минут тұруын сұрап, өзінің сөзін тыңдайтынын айтады. Сол уақытта Лили жалғыз супермаркетке барады. Өйткені анасы бүгін қосымша жұмыс істеп, азық-түлік ала алмайды. Кенет артынан дауысты естиді. Сені психиатриялық мекемеге жатқызу керек. Бір сәттен кейін дүкендегі дабыл жүйесі оны атын атап, барлық адамдар оған қарайды. Содан кейін Лили өзінен айырылған достарының жүздерін, жүбері жармасынан жасалған қораттардан көріп қалады. Тіпті тұзды қияр салынған банкеде қайтыс болған әкесінің бейнесін байқайды. Лили банкты сындырып, айналасында контейнерлер құлайды. Ол тұра алмай жерге құлайды. Кенет алдына формасы жоқ бір құбыжық шығады. Монстр баяу жақындай береді. Лили көзін жұмып айқайлайды. Бірақ қайта ашқанда өзін дүкенде бір ғана сынған қияр банкесі жанында отырған байқайды. Супермаркет сатушысы бұл оқиғаны Лилидің анасына айтып береді. Осыдан кейін анасы қызының психиатриялық ауруханаға қайта жатқызылуына шешім қабылдайды. Сол уақытта Фрэнсис пен Хенлон жасырын базаның бөліміне барады. Фрэнсис баяндайды. Биыл бұрын Куба мен Ресейдің ауыл шаруашылығы саммиті өткен сияқты болған. Бірақ шындығында ол ядролық жарылғыш құрылғыларды ақш аумақтарына жеткізу жоспарын әзірлеуге бағытталған. Генерал айтады. Кубадан Кеңес одағы ақш қалаларын бірнеше минут ішінде нысанаға ала алады. Фрэнсис Хенлонға ақш қорғаныс министрлігінің Прецепт атты құпия бағдарламасын айтып береді. Оның мақсаты дер астынан ежелгі қару табу. Ол адамға қорқыныш сыйлай алады. Әскери бұл қаруды Ресейді ядролық қарусыз жеңу үшін қолдануды жоспарлап отыр. Сол сәтте бөлмеге полковник Фуллер Дик Холлорамен бірге кіріп, бір нәрсе таққанын хабарлайды. Фрэнсис Хенлонды жобаның жұмысына қосылуға шақырып, ол келіседі. Қазба орнына барған кезде кран жер астынан 1935 жылғы ескі машинаны шығарады. Оның ішінде бірнеше адам сүйектері мен автоматтар табылады. Оқиғалар 1908 жылға ауысады. Болашақта ақш армиясының генералы болуға тиіс жас Фрэнсис Шоу әкесімен бірге жәрмеңкеге келеді. Ол әр көрініске қызығушылықпен қарап таңғалады. Жәрмеңкенің басқарушысы қызыққан Фрэнсисті байқап, оны қызық шоуға, яғни әртүрлі ерекше кейіптелерді көрсетуге шақырады. Фрэнсис келіседі. Ішке кіргенде ол әртүрлі ерекше және сәл қорқынышты кейіпкерлерді көреді. Соның ішінде ұрғашы егіздер пуповинамен қосылған. Таңғалудан да, қорқыныштан да жүрегі дүрсілдеп, Фрэнсис әр қарай жылжиды. Бір бөлмеде ол көлеңкеден шыққан дауысты естиді. Дауыста біреу оған жақындауды сұрайды. Мальчик баяу жақындайды. Кенет қария оттық жағып, өз жүзін көрсетеді. Ол жіңішке, бір көзді қария екен. Қорқып, Фрэнсис қашып кетеді. Ал бөлмеде тұрғандар қорқынышты күлкісін шығарады. Сыртқа шыққанда ол әкесіне жолығады. Әкесі ұлын дірілдеп тұрғанын көріп, оны қорқақтықпен сөгіп, батыл болуға үйретеді. Әкесі Фрэнсисті жәрмеңкеден ұтқан сыйлықпен марапаттайды. Шағын рогаткамен. Олар жәрмеңкені тастап үйге қарай жолға шығады. Жолда көлік бұзылады. Әкесі Фрэнсисті сәл ақша беріп, бір нәрсе сатып алуды өтінеді. Өзімен бірге машинаны жөндеуге кетеді. Фрэнсис лимонад сататын алаңға барады. Онда 3 үнді бала жұмыс істейді, бірақ оған ақша жетпейді. Роуз атты қыз оның қалтасындағы рогатканы байқап, ауыстыруды ұсынады. Фрэнсис келісіп, ойыншықты беріп сусын алады. Машина қайтадан қозғалған соң, олар үйге қарай жолдарын жалғастырады. Содан кейін Фрэнсис пен Роуз арасында қатты достық пайда болады. Бір күні Фрэнсис орманға қарай жүгіріп барады. Роуз уайымдап, бұл жерде қауіпті екенін айтады. Бірақ қызығушылығы оны тоқтатпайды. Алға жылжып келе жатқанда Фрэнсис жәрмеңкеден көрген бір көзді қарияны көреді. Ол қорқып айқайлап, қариядан не қалайтынын сұрайды. Паникаға түскен ол ағашқа тіреліп құлап кетеді. Дірілдеген қолымен ағаш бұтағы ұстап, қариядан қалуын өтінеді. Фрэнсис ағаштың артында жасырынады, бірақ қайта қарағанда қарияны көреді. Ол қорқыныштан айқайлап қашып кетеді. Қария оны қуып жетіп, денесі өзгеріп, 4 аяқты құбыжыққа айналады. Фрэнсис сүрініп құлап түседі. Құбыжық жақындаған кезде Роуз шығып, рогаткамен құбыжықтың көзін атып жібереді. Фрэнсис пен Роуз орман арқылы қашып кетеді, ал құбыжық артынан ереді. Оқиғалар қайта қазіргі уақытқа, нақты айтсақ 1962 жылға ауысады. Лилидің анасы Джунипер Хилл емханасына келіп, қызын үйге алып кетуге дайындалады. Ол дәрігермен сөйлесіп, егер Лилиде қайтадан қысылу болса, олар қатаңырақ емдеу әдістерін қарастыруға мәжбүр болатынын естиді. Сол уақытта Лили Ингрид есімді әйелмен сөйлесіп отыр. Ингрид емханада жұмыс істейтін тазалықшы. Лили оған осы уақыт ішінде өте жақын болып кеткен. Ингрид оған сенетінін, монстрды көргеніне шын сенетінін айтады да, жылы жымия
киіп, Лилиге оның бақытты білезігін қайтарады. Полицей бөлімшесінде Клинт Хэнк отырған камераға келеді. Ол Хэнктен сол түнде қайда болғанын сұрайды. Хэнк бұрмай айтқандай үйде болғанын қайталайды. Клинт оны сенбейтінін айтып, жақын маңдағы әйел оны кинотеатрда көргенін айтады. Тіпті Хэнктің сол жерге тастап кеткен сүйікті сигареттерін көрсетеді. Клинт Хэнкті Шоушенк түрмесіне жіберетінін айтып кетеді. Хэнк тағдырға наразылық танытып, ешкімге тиіспегенін, кінәсіз екенін айқайлайды. Шын мақсаты Хэнкке кез келген бағада кінәліп қою. Егер Хэнк шынымен Шоушенкке барса, мүмкін сол жерде Энди Дюфрейнмен кездесуі ғажап емес еді. Себебі ол сол уақытта түрмеде болған. Мектепте Рони дәліз арқылы жүріп бара жатып, барлық оқушылар оған күледі. Ол өз шкафында әкесіне бағытталған қорлаушы жазуды көреді. Жазуды сүртіп, кейін дәретханаға барып, помаданың ізін қолынан кетіреді. Сол сәтте Лили келеді де татуласуды ұсынады. Бірақ Рони салқын қарап, оның кек бір ойы барын айтады. Әкесін кінәсіз тұтқындағаны үшін Лилиге соққы беру. Лили шындықты әлі ашқысы келетінін айтады. Содан кейін супермаркеттегі оқиғаны еске салады. Содан соң фотоаппаратты көрсетіп, оны түсіріп, өздерінің сөзін дәлелдеуге болатынын ұсынады. Бұл Хэнктің кінәлі еместігін дәлелдеудің жалғыз жолы. Рони келседі. Генерал Фрэнсис кеңсесінде полковник Фуллер инженерлердің барлық жұмысты аяқтап, табылған машинаны түгел бөлшектегенін айтады. Бірақ ештеңе маңызды табылмаған. Тек қан іздер мен оқтар ғана. Жерді де түгел тексергендеріне қарамастан ештеңе ерекше байқалмаған. Генерал стол астынан ерте замандағы қасиетті артефакты шығарып Фуллерге көрсетеді. Ол артефакт холераның мақсатты дәлірек табуына көмектеседі. Себебі бұл зат ұзақ уақыттан бері белгіленген. Кейін біз холераны әріптестермен сөйлесіп тұрған көреміз. Сол сәтте полковник Фуллер оны шақырады. Келесі көріністе Фуллер холеранға Руссо мен Хенломен таныстырады да, ұшқыштарға холеран адамдық компас екенін айтады. Ол оларды тек өзі айтқан бағытқа ұшуға бұйырады. Бірнеше минуттан кейін үшеуі Дерридің ормандары үстінде ұшып келе жатқан тікұшақта болады. Холераның қолында генерал Фрэнсистің өткеннен қалған кішкентай зат. Ол қорапты ашып, ішінен рогатка шығады. Сол рогатка біз флешбекте көргендей Холеран мен Роузге бала кезінде онодан қорғануға көмектескен зат. Холеран рогатканы ұстап, Пеннивайзды табу үшін қай бағытқа ұшу керегін айтады. Біз қайтадан 1908 жылға ораламыз. Фрэнсис пен Роуз орманнан қашып шыққан соң, олар бір сәтке тоқтайды. Фрэнсис неге тоқтағанын сұрайды. Роуз олардың қауіпсіз жерде екенін айтады. Тіршілік иесі орманнан шыға алмайды. Сцена қайтадан 1962 жылға ауысады. Өсіп кеткен Роуз индей тайпаларының жиналысына қатысады. Жиналыста үкімет олардың қасиетті жерінде жүргізіп жатқан ауыр қазбаларға қатысты мәселені талқылайды. Сол сәтте оның жауынгерлік тәжірибесі бар немересі Таниэль келеді. Ол апасына ескертіп, қазушылар жақындамай тұрып, дереу әрекет ету керегін айтады. Бірақ Роуз қатаң түрде араласудың қажеті жоқ екенін айтып, немересі мен достарын бұл іске араласпауға көндіреді. Тікұшақта Руссо Холеранның транстай күйге түскенін байқайды. Холеран бейне көрініске еніп, өзін Пеннивайздың цирк вагондары тұрған құдықта сезеді. Вагон люгі ашылып, ішінен Пеннивайздың көздері көрінеді. Тіршілік иесі Холеранға қарап, ол кім екенін сұрайды. Қараған бойда Холеранда көріністер басталады. Алдымен мереке, кейін сарбаздармен соғыс. Хаос ішінде алыстағы елдің силуэті. Көріністер аяқталған соң, Холеран басын көтеріп, құдықта құлап кеткен әжесінің тірі денесін көреді. Ол оған қашуға кеңес береді. Холеран құдық люгін ашуға тырысса да, шындықта тікұшақтың люгін ашады, өзін өзі сезбей. Тікұшақтан секірер сәтте Хенлон оны ұстап, қайта ішке тартады. Осы сәтте Холеран есін жиып, лазаретте болып, болған оқиғадан кейін қалпына келеді. Генерал Фрэнсис оған жақындап, Холеран бұл тіршілік иесінің оларды көрмеуі тиіс екенін айтады. Фрэнсис операцияны тоқтатпайтын хабарлайды. Сол уақытта Уилл пен Рич Лилидің анасы жұмыс істейтін дәмханада отыр. Уилл жаңа досына ғарыш туралы айтып береді. Ал Рич Марджге көңілі кеткенін мойындайды. Кенеттен сырттан Рони мен Лили терезеге қағады. Сыртта Рони Уиллден фотосуреттерді өңдей ала ма деп сұрайды. Уилл не үшін керек екенін білгісі келеді. Рони оған монстр туралы айтып береді. Уилл пен Рич көшеде жүреді. Рич Уиллге сенеді ме деп сұрайды. Уилл білмейтінін, бірақ Ронинің өзі көргеніне толық сенетінін айтады. Антикварлық дүкенге Роузге генерал Фрэнсис келеді. Ол оны соңғы 50 жылдан астам уақыт көрмеген. Фрэнсис күліп, Дерриге оралғанға дейін Роузды еске ала қоймаған, тіпті атын да ұмытып қалғанын айтады. Бірақ Дерриге оралған соң бәрі есіне түседі. Роуз оған жауап береді. Адамның Дерриден алыстаған сайын қала мен тұрғындары туралы естеліктерінің әлсірейтіні әдеттегі жағдай екенін түсіндіреді. Фрэнсис Роузге хат көрсетеді.
Оның аты хатта үкіметтік қазбаларды тоқтату туралы талаптардың арасында кездеседі. Роуз сұрайды, ол шын мәнінде не іздеп жүр? Фрэнсис суды жеткізу үшін қай жерде құбыр жүргізетіндерін тексеріп жатқанын айтады. Роуз оларға ескерту жасайды. Қазбалар қасиетті қабірлерді қоятып, белгісіз жерлерді білдіруі мүмкін. Фрэнсис бірге жұмыс істеуді ұсынады. Ол қай жерлерге әскери қазба жүргізбеу керегін көрсетуі мүмкін екенін меңзейді. Роуз оған сенбейді және бұл мәселені индей тайпаларының қала кеңесімен талқылайтынын айтады. Содан кейін бізді 1908 жылға флешбекке апарады. Роуз бен Фрэнсис бірге уақыт өткізеді. Роуз Фрэнсис қайғылы екенін байқап, неге екенін сұрайды. Фрэнсис әкесінің жұмысына байланысты ертең басқа қалаға көшуі тиіс екенін айтып береді. Роуз рогатканы алып, оны қайта береді. Бұл арқылы Фрэнсис оны есте сақтай алады. Фрэнсис оған уәде етуін сұрайды, оны ешқашан ұмытпайтынына. Роуз бұл орын ерекше екенін, адамдарға ұмытуға мәжбүрлейтінін айтады. Тіпті олар қаламаса да. Қазіргі уақытқа оралатын болсақ, Ронни, Лили, Рич және Уилл бақылау алаңында кездеседі. Сол жасырын орын. Метти Лилиге жаңа жыл мерекесінен бұрын көрсеткен. Мұнда жаңа бейбақтар клубы пайда болады. Ронни существоны қалай суретке түсіреміз деп таң қалады. Өйткені ол кенеттен пайда болады. Лили жауап береді. Оны қандайда бір жолмен шығаруымыз керек дейді. Уилл қызығып сұрайды. Ол бұрын қандай кейіптерде көрінген? Лили мойындайды. Тіршілік иесі оған өзінің достары мен әкесінің бейнесінде, ал Ронниге анасының бейнесінде шабуыл жасаған. Рич болжайды. Қыздарға шабуыл жасаған Риша атты зұлым рух. Ол өлі туыстардың бейнесін қабылдап, қорқыныш тудыруға қабілетті. Лили таңғалып сұрайды. Рич мұны қайдан біледі? Рич түсіндіреді. Оның әкесі Кубада бабалава болып, өлі аталардың бейнесін қабылдайтын тіршілік иесін шақыра білген. Сондықтан қорқыныш туғыза алған. Холлоран Хенлон мен Шарлоттаның үйінде кешкі ас ішуде отыр. Сол уақытта 4 жасөспірім шеңбер жасап, бір ритуалды бастауға дайындалады. Верандада Хенлон мен Холлоран жүрегін ашып сөйлеседі. Хенлон сұрайды. Холлоран 1935 жылда сол машинаны қалай тапқан? Холлоран өзінде жарқырау деп аталатын ерекше дар бар екенін айтады. Оны әжесінен мирас етіп алған. Хенлон өз кезегінде мұндай қабілеті бар адамдармен өмірінде кездеспегенін мойындайды. Содан кейін ол Холлорана басына кірмеуін өтінеді. Өйткені дәл осы қосымша ақпарат үшін Дик Холлорана арналған жеке фильм бар. Ол 1980 жылы шыққан және дәл солай аталады. Жарқырау. Қалалық қорымда жасөспірімдер Ришаны шақыруға тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Рич мойындайды. Ол рухтарды шақыра алмайды және бәрін алдап келген. Қыздар ашуланып кетуді шешеді. Уилл жағдайды тыныштандырып, Рич тек көмектескісі келген, оның ниеті таза екенін түсіндіреді. Содан кейін ол шын мәнінде монстрларға сенбейтінін мойындайды. Ронни ренжігенін білдіріп үндемей кетеді. Ал Лили фотоаппаратты алып, ол да кетеді. Ронни мен Лили тұман арқылы жүргенде айнала өзгере бастайды. Тас қабірлер жарылып, жер бетінде жарықтар пайда болады. Пайда болатын кейіпкерлер Тедди мен Сьюзи, бірақ олардың жүздері қисайған. Бұл көрініс мультсериал Скуби-Ду стилінде көрінеді. Лили суретке түсіруге тырысады, бірақ камера бұтаға ілігіп қалады. Ронни камераны алып, 2 сурет түсіреді, бірақ қорқып, оны қайта қалдырады. Рич оны көтереді, бірақ тағы да төгіліп қалады. Уилл камераны алып, жақын маңдағы склепке қарағанда бірдеңе қозғалады. Ол жақындап бараса, көлеңкеден қол шығады. Уилл суретке түсіріп, сәтті түсіреді. Ронни, Лили және Рич қорымның шығу жерінде күтеді, және Уилл қалады, бүтін, сау. Ол Ронниден кешірім сұрап, оның дұрыс айтқанын мойындайды. Басынан сенуі керек болған. Төртеуі құшақтасып, бір-біріне демеу болады. Кейін жасөспірімдер мектептің фото лабораториясына жасырын кіреді. Фотоларды өңдеуге. Уилл оларға көмектеседі. Бірінші фотода Тедди рухы, екіншісінде Сьюзи анық көрінеді. Ал соңғы фотода Уилл склепте түсіргенде алтын көздері бар бір тіршілік иесі пайда болады. Келесі күні жасөспірімдер шериф Клинтқа барады. Олар түнде қорымға барғандарын және Тедди, Фил мен Сьюзи өлтірген нәрсені суретке түсіргендерін айтып береді. Клинт конвертті ашып, фотоларды тексергенде рухтар түсірілген суреттердің жоғалғанын байқайды. Тек Уилл түсірген бір ғана сурет қалыпты. Полицейлер оны тек мүсін деп ойлайды. Лили Клинтқа айғайлап, бұл мүсін емес екенін дәлелдейді. Бірақ Клинт оған әдепсіз сөйлегені үшін ескерту жасап, мүмкін ол жай ғана психиатриялық емханаға қайтып кетуді қалайтын шығар деп меңзейді. Содан кейін жасөспірімдерді полициядан шығарып жібереді. Мектепте балалар Пеннивайз туралы сөйлесіп, оның оларға зиян келтірмегенін, тек ойын ойнап тұрғанда екенін байқайды. Ронни Лилиден сұрайды. Оның тұтас өмірін осы қалада өткізген анасы ешқандай оғаш оқиғаларды айтқан ба деп. Лили жауап береді. Жоқ, егер қазір сұраса, анасы оны қайтадан Джунипер Хиллге жіберетін шығар дейді. Кейін Лили Джунипер Хиллде жұмыс істейтін Ингридпен кездесіп, болған жайттарды айтып береді. Ингрид 1930-дан бірнеше балалардың жоғалып кеткенін еске алады.
Бірақ сол кезде үлкен дағдарыс дәуірінде көптеген отбасылар аштыққа ұшырап, кейбір жасөспірімдер жай ғана із-түссіз жоғалып кеткенін түсіндіріп береді. Бұл уақытта Шарлотта газеттен қара нәсілді ер адам 3 баланы өлтірді деп тұтқындалғанын оқиды. Бұл Ронидің әкесі Хэнк туралы. Шарлотта туралы қысқаша. Шрифпортта тұрған кезінде ол қара нәсілділердің құқықтары үшін күреске белсенді қатысқан және біршама уақыт түрмеде отырған. Оның күйеуі Хенлон әйелінің басқа адамдардың ісіне араласқанын қаламайды. Өйткені бұл оның әскери мансабына қауіп төндіруі мүмкін деп қорқады. Шарлоттаға үйіне Роуз келеді. Ол антикварлық дүкеннен бірнеше зат тапсырып қойған болатын. Шарлотта оған кофе ұсынып, Роуз қолдайды. Олар әңгімелесіп, Шарлотта кинотеатрдағы оқиға мен жоғалған балалар туралы сұрайды. Роуз Дерридің керемет жер екенін, бірақ кейде мұнда қорқынышты жағдайлар болатынын айтады. Кейін Роуз Шарлоттаның күйеуін және оның қызметімен танысады. Шарлотта оның әскери ұшқыш екенін және ол құпия жоба бойынша жұмыс істейтінін түсіндіреді. Бұл үкіметтің құпиясы болғандықтан өзі ештеңе білмейді. Роуз түсінеді. Фрэнсис оны алдаған. Қалаға су құбырларын тарту орнына құпия жобамен айналысып жүр. Кетер алдында Роуз өз визиткасын қалдырады. Егер Шарлоттаға кейін көмек немесе әңгімелесу қажет болса. Холлоран мен достары Фрэнсис берген қоймаға келеді. Холлоран бұл орынды олардың жаңа кездесетін орны деп түсіндіреді. Мұнда ешқандай нәсілдік кемсіту болмайды. Болашақта бұл орын қарадақ ретінде белгілі болады. Мектепте мұғалімдер балаларға ядролық шабуыл кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы мультфильм көрсетеді. Бұл мультфильм сол уақытта шынымен де болған және үйрек және өзіңізді жабыңыз деп аталған. Федералдық үкіметтің тапсырысы бойынша жасалған. Мультфильмде таспаға Берттің мысалы арқылы балаларға ядролық шабуыл кезінде қалай әрекет ету керектігі түсіндіріледі. Қай жерде болса да бомбаға арналған баспаналарға кіріп, еденге жату және қолмен басын қорғау керек. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін бұл мультфильм әрине ақш мектептерінде көрсетілмейді. Сабақ кезінде Лили өз досы Мартшқа қарайды. Онымен арадағы қарым-қатынас ертеректегідей емес екенін байқайды. Мектептен кейін Уилл үйге оралып бөлмесіне қарай жүгіріп фотосуреттерді іздейді, бірақ таба алмайды. Кенеттен Шарлотта шығып келеді. Қолында фотолы және ұлына түсіндірме талап етеді. Жалған айтуға ниеті жоқ Уилл шындықты айтуға шешім қабылдайды. Ол Ронни туралы. Әкесі Хэнктің кінәсіз екенін айтып береді. Кейін ол анасына қазылар қорымында болған оқиғаларды түсіндіреді. Бірақ рухтар туралы айтпайды. Тек біреудің оларды қадағалап жүргенін жеткізеді. Эмоциядан көздерінен жас ағады. Шарлотта ұлын құшақтап тыныштандырады және бұдан былай ұлы қадағасыз далаға шықпайтынын, тек мектепке барып, бірден үйге оралатынын айтады. Кешкі ас кезінде Уилл көңілсіз көрінеді. Шарлотта Хэнкке ұлына бір қыз ұнағанын айтады. Хэнк араласып, ұлын шатастырмауын сұрайды. Келесі таңертең Хэнк Уиллді Кендасквик өзеніне балыққа апарады. Стивен Кингтің кітабына сәйкес, Пенниуайз құрбандарының көбісі дәл осы өзеннен табылған. Уилл балық аулаудан қуанбайды, өйткені ол оны ұнатпайды. Хэнк үшін ең бастысы ұлымен уақыт өткізу. Дәл өз әкесімен өткізген сияқты. Ол Уиллден ұнаған қыз туралы әңгімелеуді сұрайды. Сол сәтте Уилл балыққа ілініп көргенімен, ол ілгектен тайып кетіп қалады. Хэнк ұлын бірнеше минутқа қалдырып, қосымша құралдарды алу үшін машинаға қайта оралады. Уилл оған жапон нисикигои балығын байқайды. Балық оған жақындап келеді. Ол жақсырақ көру үшін еңкейеді, бірақ кенеттен судан қол көтеріліп, оны суға тартады. Су айнасының алдында ол әкесінің бейнесіне ұқсап көрінеді, бірақ беті жанып кеткендей және сыбырлап айтады: «Сен жанып кетесің». Хэнк ұлының айқайын естіп, дереу өзенге жетеді. Баласы дірілдей отырып, әкесінің бейнесіндегі тіршілік оны суға тартпақ болғанын түсіндіреді. Хэнк ұлын тыныштандырады және оның білектеріндегі жаңа жараларды байқайды. Сол кезде ауада қызыл шар пайда болады. Шарлотта Клинт отырған полиция бөлімшесіне келеді. Қабырғаларда жоғалған адамдардың фотосуреттері ілінген. Ол Хэнкпен сөйлесу мүмкіндігін сұрайды, бірақ Клинт бас тартады. Себебі ол заңгер немесе туыс емес дейді. Шарлотта мойымаған соң телефон кітапшасын тексереді. Хэнк тұрған үйді табады және оның анасына баруды шешеді. Әйел шатасқан күйде. Шарлотта заңгер ме деп сұрайды. Шарлотта жоқ екенін айтады, бірақ оңтүстік штаттардағы азаматтық құқықтар қозғалысына қатысып, қара нәсілділерге жалған мойындаулардан құтылуға көмектескенін айтып береді. Ол Хэнктің ісіне көмектескісі келеді. Хэнктің анасы күмәнмен қарайды, бірақ ұлымен кездесуге жазбаша рұқсат береді. Содан кейін ол қосады: Кейбіреулер Хэнкті жасөспірімдер жоғалған түнде көшеде көрген. Ол Хэнк адамға, әсіресе балаға зиян келтіре алмайтын. Тек ол мен Құдай ғана сол түнде Хэнктің қайда болғанын білетінін айтады. Сонымен қатар Холлоран мен достары жаңа жасырын жерлерін тазалаумен белсенді айналысады. Холлоран қоқысты шығарып кетеді, бірақ кенеттен оны қорқынышты көріністер қатарлы жаулап алады.
Көріністер біртіндеп жоғалғанда, ол алыстан өз бабушкасын байқайды. Сол сәтте Хенлон келеді, бабушка жоғалып кетеді. Хенлон Уиллмен бірге балыққа барғанын айтып береді. Ол түсіндіреді, машинаның жанынан құмарлыққа арналған азық алу үшін қайта оралғанда бірдеңе ұлына шабуыл жасаған. Уилл айтқандай, тіршілік Хенлон сияқты көрінген, бірақ беті жанып кеткендей болып, оны суға тартпақ болған. Хенлон баланың білектеріндегі жаңа жараларды да байқап, оларды тырнақ іздеріне ұқсатады. Хенлон Холлорана қазбадан нақты не іздеп жатқанын сұрайды. Холлоран тек берілген бұйрықты орындап жатқанын айтады. Жасөспірімдер өз бақылау алаңындағы жасырын жерлерінде жиналады. Уилл мойындайды, бала кезінде әкесі Кореяда соғысып жүргенде, кейде әкесінің ұшақтан құлап кететінін түсінде көретінін, және бұл оның ең басты балалық қорқынышы болғанын. Ол неге оны өзенде өлтірмегенін түсінбейді. Содан кейін Уилл қорқыныштың кортизол мен адреналин бөлінуіне әкелетінін, кейбір жыртқыштар осы иісті сезіп, оны аңдитынын түсінеді. Олар алдымен қорқытып, соңында ғана шабуыл жасайды. Уилл қосып айтады, оларды қорқытуды тек олар керекті иіс шығара бастағанға дейін жалғастырады. Содан кейін ғана шабуыл жасайды. Ронни сұрайды, енді не істеу керек? Өйткені жай ғана қорқыныштан бас тарту мүмкін емес. Мектепте Лили достарына анасының қабылдайтын валиум таблеткаларын көрсетеді. Оларды анасының медициналық сөмкесінен ұрлап, әрқайсына біреуін әкелгенін айтады. Лили түсіндіреді, ананың тым қобалжып тұрған сәтінде таблетканы тіл астына қояды. Қорқыныш пен уайым дәл сол сәтте кетеді. Лили сондай-ақ Метти мен Филдің әлі тірі болуы мүмкін екенін айтады. Өйткені оларды қазылар қорымында көрмеген. Сабақта оқушылар паразиттер туралы бейне презентация көреді. Мардж Лилиге бірге түскі ас ішкісі келмей ме деп сұрайды. Лили келіседі, бірақ шынымен де бұл идеяны Мардж Петтиге кеңес берген. Себебі Петти Лилиге қарсы жаман ой жоспарлап жүрген. Ол мектептегі жалғыз Роннимен достық құрғанына ренжіген. Шарлотта қайтадан полиция бөлімшесіне Хэнктің анасынан келген хатпен келеді. Онда ұлымен кездесу рұқсат етілген. Кездесу барысында Шарлотта Хэнкке оның әділетсіз айыптаулардан хабардар екенін, барлық қажетті құжаттарды жинап, қудалау, кемсіту мен нәсілшілдікті дәлелдеп, тұтқындауды тоқтатуға тырысатынын айтады. Хэнк өз кінәсіз екенін қайталайды. Шарлотта оның анасы айтқанын, Хэнк қылмыс түнінде үйде болмағанын және нағыз қайда болғанын білу керегін ескертеді. Хэнк сәл үндемей, кейін бір әйелмен роман болғанын мойындайды. Шарлотта сұрайды, әйел үйленген бе? Хэнк жауап береді, әйел тек үйленген ғана емес, сонымен қатар ақ нәсілді. Ол егер бұл белгілі болса, оны жақын ағашта ілуі мүмкінін, анасының күйеуі оны не істейтіні туралы айтпай-ақ қойсақ та айтады. Сондай-ақ ол білмейді, Шоушенк түрмесінде отыру ма, әлде сүйіктісінің күйеуінен өлу ме, қайсысы қиын екенін. Фуллер генерал Фрэнсисқа хабарлайды. Әскер Роуз сұраған, қол тигізбеу керек жерлерді қазып шыққан, бірақ ештеңе таппаған. Әңгіме барысында белгілі болады. Фрэнсис пен Фуллер Пенниуайз туралы басқалардан көп біледі. Олар Олдым циклы жайлы хабардар. Пенниуайз әр 27 жыл сайын қайта оралады, ал соңғы цикл жақын аяқталады. Содан кейін ол тағы 27 жылға ұйқыға кетеді. Сол уақытқа дейін олар Советтік одақпен салқын соғыста жеңуге тырысу керек. Бір деталь, ол, яғни Пенниуайз, үнемі белсенді емес. Адамдарға шабуыл жасау кезеңі бірнеше айға созылады. Содан кейін ол ұйықтайды. Фрэнсис базада жергілікті тұрғындар қаншалықты жиі келетініне қызығады. Фуллер жауап береді, әр 3 күн сайын. Фрэнсис олардың шақыруын бұйырып, құнды ақпаратқа ие болуы мүмкін деп ойлайды. Мектепте Лили Марджбен түскі ас ішеді. Мардж қарым-қатынасты таза парақтан бастауға сынады. Лили келіседі. Сол сәтте мектептің ең танымал жігіті Тим Фенаган Лилиге келіп амандасып кетеді. Шынында Тим тек үлгі үшін шақырылған. Петти Керридің телекинез фильміндегі ойынына ұқсас әзіл ойлап тапқан. Мақсат Тимнің Лилиді мектептің алдында қоғамдық түрде жоққа шығарып қорлау. Мардж Лилиге Тиммен сөйлесуге кеңес береді. Оған ұмайтынын меңзеп, Лили келіседі. Бірақ алдымен мектеп дәретханасына барып, өзін ретке келтірмек болады. Мардж жалғыз қалғанда Петти оған келіп сұрайды. Лили шынымен Тимге ұнайды деп ойлаған ба деп. Мардж басын изеп, Петти бәрі жоспарда екенін растайды. Мардж дәретханаға Лилиді тексеруге кіреді. Сол кезде Лили кабинада болғанда, Мардж кенет көздерінде қатты ауру сезінеді. Айнаға қарағанда көздерінен 2 қабыршаққа ұқсас шыбық өсіп шыға бастайды. Қорқынышпен ол столярлық шеберханаға қашып, олардан құтылуға тырысады. Мардж көздерін
көздерін шпательмен теседі. Сосын электролобзик іздейді. Сол сәтте Лили пайда болып, досын құтқаруға тырысады. Бұл кезде басқа оқушылар кіріп, Лилиді марш үстінде құралмен тұр деп байқап, қатты зиян тигізуге әрекет жасап жатыр деп ойлайды. Хенлон Шарлоттаның түрмеден қара нәсілді ер адамды шығарып алуға тырысқанын біледі. Ол оған көп қиындыққа жол бермеуді кеңес етеді. Бірақ Шарлотта көмектесуге бел буған. Кешке Уилл ұйықтамақ болады, бірақ бұл мүмкін болмайды. Алаңғамау үшін ол телескопқа қарады. Алдымен ит серуендеп жүрген ер адамды көреді. Кейіннен клоунды байқайды. Қорқып, Уилл айқайлап қояды. Хенлон оянып, ұлын бұрышта отырған, айтарлықтай қорқып кеткен күйде табады. Уилл телескоп арқылы сыртта біреу оны бақылап тұрғанын айтады. Хенлон терезеден қарап, ешкімді көрмейді. Ол далаға шығып та тексерсе, ештеңе таппайды. Үйге қайтып келе жатып, Хенлон қызыл шарды жоғары ағашта қалқып тұрған көреді. Дәл сол шарды ол өзенде көрген еді. Келесі таңертең Хенлон Фрэнсис офисіне барып, әскери адамдар нақты не іздеп жатқан сұрайды. Фрэнсис оны Таниэль отырған бөлмеге апарады. Генерал түсіндіреді. Таниэль мен достары қазбаларда бақылап отырған. Холларан бөлмеге кіріп, әскери объектінің қайда екенін білгісі келеді. Бірақ Таниэль жауап беруден бас тартады. Сонда Холларан өзінің жарқырау қабілетін пайдаланып, ақпарат алуды шешеді. Бірақ бұл процестің жағымсыз болатынын ескертеді. Холларан Таниэльдің естеліктеріне кіреді де, көптеген есіктерден тұратын кеңістікке түседі. Сол есіктердің бірінен өтіп, ол ойыншықтармен ойнап жүрген кішкентай Таниэльді көреді. Жанна Роуз оның тәтесі келеді де, туған немересіне индейлер ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін әңгімен айтуын сұрайды. Таниэль әңгімесін бастайды. Миллиондаған жылдар бұрын, адамзат пайда болмастан бұрын, метеорит дәл сол жерге құлаған. Кейін сол жерде Дерри қаласы салынатын. Метеориттен басқа планеталық рух шыққан. Оны кейін біз Пенниуайз деп атаймыз, ал индейлер Галлу деп атаған. Неге оны Пенниуайз деп атағанымыз кейін белгілі болады. Галлу мыңдаған жылдар бойы аңдарды және адамдарды қуған. Бірақ шамамен 13 мың жыл бұрын Шокопива тайпасының индейлері орманда сол метеоритті тауып, оның Галлуны ұстайтын бір түрдегі клетка екенін түсінген. Метеорит шын мәнінде қамау құралы. Рухты біреу соған қамап, жерге ұшып келіп, соқтығысқан кезде клетка ашылған. Индейлер метеориттің сынығынан жасалған жебе тәрізді пышақ жасап, оны қолдана отырып, Галлуны орманда қайта қамап, бір түрдегі қорған орнатқан. Сол арқылы теңдік орнаған. Галлу орманда қалып, индейлер оған жақындамаған. Кейінірек европалық қоныстанушылар келгенде, индейлер оларды ормандағы құбыжық туралы ескерткен, бірақ ескерту ескерілмеген. Галлу қоныстанушыларды қорқытып, олардың үрейінен қуанып, күшейе түскен. Кинжал оны толық ұстай алмайтыны белгілі болған соң, ол ерте ме кеш пе ормандардан шығып, адамзатқа қауіпті болатыны анық болған. Тайпаның көсемі Сески тайпаны басқа жерге көшіруді ұсынған. Бірақ оның қызы Некани ата-бабаларының жерін тастамақ түгілі қалуға шешім қабылдаған. Бірде Некани екі досымен бірге орманға шығып, метеориттің жалғыз пышағын алып кетеді. Оның жоспары қарапайым: метеорит сынықтарын жинап, күшті қорған жасау. Некани мен тайпаның бірнеше мүшесі поселеден шыққанын көрген Сески құтқару тобы ұйымдастырып, орманға аттанады. Тереңде олар Галлуға тап болады. Ол түрлі пішіндерде көрініс береді. Құтқару тобы мүшелері біртіндеп қаза табады. Соның ішінде көсемде. Некани мен достары метеоритті тауып, 13 сынығын бөліп алады. Индейлер осы сынықтарда орман шетіне көмеді. Үстін қабықпен жауып, от жағып, Галлу орналасқан аумақты белгілейді. Сол арқылы құбыжық орманда қамалып, одан шыға алмай қалған. Уақыт өте келе сол орман орнына Дерри қаласы салынады. Қазіргі уақытта генерал сол бағандарды іздеп, Пенниуайзды орысқа қарсы қолдануды жоспарлап отыр. Холларан Таниэльдің есінде сұрайды: сынықтар қайда? Таниэль жауап береді: сынықтар жатқан кіреберіс Нейболт көшесіндегі қолданылмай қалған үйдің астында. Холларан Таниэльдің санасына кіргенде, бұл Таниэльде күшті конвульсия тудырады. Генерал Фрэнсис дереу оны медпунктке тасымалдауды бұйырады. Кейін Фрэнсис Холлараннан не тапқандарын сұрайды. Холларан іздегендерін тапқанын хабарлайды. Хенлон әлі де аң-таң болып, нақты не тапқандарын сұрайды. Фрэнсис Хенлонға бар білетінін айтып береді. Соның ішінде ол жерге құлаған метеориттен жасалған 13 сынық туралы ақпаратты да қосады. Бұл сынықтарды индейлер тереңге көмген, ал Таниэль Шокопива тайпасының тікелей ұрпағы. Оларды қорғауы тиіс болған. Генерал Хенлонға Найболт көшесіндегі тастанды үйді көрсетіп, оны полковник Фуллер және командамен бірге барып, сынықтарды тауып әкелуге тапсырады. Фрэнсис Хенлонға түсіндіреді: Пусан периметріне жіберген болса,
ол барлық жұмыстарды өздігінен атқарып, қаншама американдық өмірі аман қалатынын елестеді. Ол суық соғысқа нүкте қою уақыт келді дейді. Фрэнсис Хенлонға прецепт жобасы аяқталғанша отбасымен бірге әскери базаға көшуге кеңес береді. Бұл уақытта Лили ауруханада Марчқа барып көрінеді. Марч Лилиден кешірім сұрап, оған сенбегенін мойындайды. Ол үлкендерге Лилидің көзін сынған көзілдірік сынығы жаралағандай айтып, шын мәнінде Лили тек көмектескенін түсіндіреді. Марч Лилиге ескертеді. Егер шындықты ашса, оны Джунипер Хиллге жіберуі мүмкін екенін. Қыздар құшақтасады. Ауруханадан шыққан соң Лили достарымен кездесіп, Марчтың жағдайын айтып береді. Ронни пікірін білдіреді. Егер Марч шын мәнінде көмектескісі келсе, Клинтқа болып өткен оқиғаның шындығын айтуы керек. Уилл еске салады. Олар бұны бұрында жасаған, бірақ нәтиже шықпаған. Сол кезде балалар жасырын біреу өздерінің сары шатырында отырғанын байқайды. Олар дереу айқайлап, жасырынып тұрған адамның шығуын талап етеді. Балаларды таңғалдырған жайт, шатырдан Метти шығады. Балалар Меттиге тамақ береді. Лили оған осы уақытқа дейін қайда болғанын сұрайды. Метти Дерри асты канализациясында болғанын және ол дәл сол жерде өмір сүретінін айтады. Балалар оны қалай құтылып шыққанын білгісі келеді. Метти түсіндіреді. Ол тек түнде пайда болады, күндіз ұйықтайды. Сондықтан ол оның ұйықтап тұрған сәтін күтіп, тез қашып кеткен. Лили, Тедди, Фил және Сьюзи туралы сұрап, оларды сол жерде көргенін білгісі келеді. Метти, Тедди мен Сьюзи қазір жоқ екен, бірақ Фил тірі екен және әлі канализацияда екенін хабарлайды. Ронни дереу полицияға баруды ұсынады, бірақ Метти қарсы шығады. Ронни өз әкесін түрмеден шығару керегін айтады, ал Метти оның оны ұрламағанын растауы мүмкін еді. Метти болса полиция оны әкесіне қайтарады деп қорқады және үйге бармай канализацияға қайта оралғаны дұрыс деп қосады. Сол кезде индейлердің жасырын жиналысы өтеді. Жиналыс кезінде бір жас жігіт кіріп келіп, Таниэльдің әскерлермен ұрланғанын хабарлайды. Хэнк Шоушенк түрмесіне жеткізілуге дайындалады, ал Шарлоттан көмегі нәтиже бермейді. Түрме сыртында ашылы топ айқайлап қорлай бастайды. Клинт Хэнкке ескертеді. Алдыңғы жігіт Шоушенкке жіберілгенде аптаға жетпей шыдай алмаған. Фил мен Сьюзи әкесі Эл топ арасынан өтіп, Хэнкті атып тастамақ болады. Бірақ екі полиция қызметкері қаруды алып үлгереді. Ол Хэнк балалармен не істегенін айтып, оны жазалайтынын ескертеді. Сол кезде Шарлотта бір офицерді байқайды. Оның қорқынышты күлісі бар. Генерал Фрэнсистің офисіне оның ескі досы Роуз келеді. Ол өзінің немересі Таниэльді іздеп жүр. Фрэнсис оған Таниэльдің жағдайы жақсы екен және оны жақын арада босататын сендіреді. Бірақ кейін ол шындықты айтып, жалған сөз айтқанын мойындайды. Дерри туралы барлық естеліктер оған табиғи түрде емес, ақш қорғаныс министрлігі 5 жыл бұрын енгізген арнайы препарат арқылы қайта оралған. Сол кезде ол өткен жаздың әрбір шағын деталіне дейін есіне түседі. Сол жазды Роузбен бірге өткізген. Біз 1908 жылға флешбек жасаймыз. Жас Роуз Фрэнсиске өз ата-бабалары және қасиетті міндеттері туралы сыр шертіп береді. Қазіргі уақытта Фрэнсис Роузға өзінің жоспарын ашады. Жыртқышты орыстарға қарсы қару ретінде қолдану. Роуз ескертеді. Бұл тіршілік иесін қолға салу мүмкін емес. Ол ешкімнің бақылауында болмайды. Роуз Таниэльді көруге рұқсат сұрап, Фрэнсис оған рұқсат береді. Бірнеше сағат бұрынғы флешбекке қайта ораламыз. Өз бөлмесінде Роуз сейфті ашып, алғашқы метеориттен шыққан кинжалды, яғни галлуны бөгеп тұрған алғашқы бөлшекті алып шығады. Қазіргі уақытта Роуз бен Таниэль мықтап құшақтасады. Таниэль кешірім сұрап, Холларан оның ойына кіргенін мойындайды. Роуз оған галлудан қорғану үшін кинжал береді. Хенлон өз отбасын әскери базаға жеткізеді, қауіпсіз жерге. Ол Шарлоттаға база қаладан алыс екенін айтып, мұнда олар қауіпсіз болатынын түсіндіреді. Лили Игриттің үйіне келеді және Мэттимен болған жағдайда айтып береді. Ол Мэтти Филдің әлі тірі және канализацияда жүргеніне сенетінін жасырмайды. Сөйтіп тұрған кезде бұрын Шарлотта көрген етші Стен шыға келеді. Стен Ингриттің күйеуі. Ол Ингриттен стейк әзірлеуді талап етіп, оның мінсіз болуын күтеді. Ингрид айтарлықтай уайымдап, Лилиге канализацияға түспеуін ескертеді және оны осыдан аулақ болуға шақырады. Әскери базада Шарлотта Уиллге олардың жаңа үйінің жаман емес екенін айтады. Бұрынғысына қарағанда кішірек болса да, Уилл әкесінен рұқсат алып, базаны аралап көруді қалайды. Шарлотта келісіп, базада демалыс орталығы бар екен хабарлайды. Уилл кеткен соң, Шарлотта жаңалықтардан Шоушенкке баратын түрме автобусы кешегі күні 9-шы тасжолда апатқа ұшырағанын естиді. Оқиға орнының дереккөздері көптеген зардап шеккендер болғанын растайды. Ал бір жолаушы, Хэнк,
Хэнк қашып кеткен. Ондаған ақш жауынгері Нейболт көшесіндегі тастанды үйге келеді. Лили Марчты бейбақтар клубының жасырын орнына апарады. Бірақ Рони оны көріп қуанышты емес. Марч түсіндіреді. Ол да жыртқышты көрген және тек көмек қолын созғысы келетінін айтады. Балалар сөйлесіп, егер Фил шынымен тірі болса, оны құтқару керек деп шешеді. Бұл Хэнктің кінәсіз екенін дәлелдеуге мүмкіндік береді. Сол себепті олар канализацияға баруды жоспарлайды. Барлығы бұл ойды ақылға сыймайтын әрекет деп санайды. Мети бұл жерге ешқашан қайта оралмайтынын айтады. Лили оны еске салады. Өзі айтқандай, канализацияға бару үйге әкесіне оралуға қарағанда жақсы. Ол оған таңдау береді. Немесе оларды сол жерге апарады, немесе олар полицияға барады. Рич қорқып, ол бізді өлтіреді дейді. Бірақ Лили сенімді. Анасының таблеткалары оларды қорғайды. Өйткені жыртқыш қорқыныштан қоректенеді. Қорқыныш болмаса, қорқыныш жоқ. Нейбот көшесіндегі үйде Фуллер мен Холларан басқарған жасақ канализацияға түсіп барады. Сол уақытта Лили барлығына анасының таблеткаларын таратады. Ал бейбақтар клубы басқа жағынан канализацияға кіреді. Әскери жасақ алға жылжып, Таниэльдің көмегімен метеорит бөлшектерін іздейді. Канализацияда Холларан өз марқұм әжесінің дауысын естиді. Сол сәтте солдаттар оны көруден қалады. Кенет Холларан басқа әлемге өтеді. Ол ваннада оянып, әжесін көреді. Есіктің тұтқасы баяу айналады. Бөлмеге атасы кіріп, белінде тапаншасы бар. Атасы қақпақты ашу уақыты келді. Себебі олардан сыр жасырылғаны үшін ашулы дейді. Холларан қақпақты ашудан бас тартады. Әжесі оған берілмеуге кеңес береді. Егер қақпақты ашса, олар оны табатынын ескертеді. Содан атасы тапаншаны алып, әжесінің аяғын атқылайды. Әже құлап кеткен кезде атасы қақпақты ашады да қорқынышты, адами емес күністі шығарады. Сол сәтте Холларан қайта оянып канализацияға оралады. Екі солдат оны іздеп қайда кеткенін түсінуге тырысады. Кенет олар жыртқыш сияқты дыбыс естиді. Алдындарына сем көке шығып, бір сәтте екеуін де жеңіп кетеді. Сол уақытта балалар канализациядан өтіп барады. Таблеткалардың әсері басталып, тек Метиге әсер етпейді. Таниэль әскери жасақты ары қарай апарып барады. Бірақ кенет тоқтап қашып кетеді. Фуллер оған оқ атса да дөт тимейді. Арадағы дүрбелеңде Таниэль Роуз берген метеорит бөлшегін суға түсіреді. Канализацияда Хэнлон Шарлоттаның дауысын естиді. Ол оны шақырып тұр. Ол жақындап Шарлоттаны көреді. Шарлотта қорқып тұрғанын айтады. Бірақ Руссо ештеңе көрмейді. Кенет Шарлотта қорқынышты жыртқышқа айналып, Хэнлонға қарай шапшаң қозғалады. Хэнлон дереу оқ атып, Шарлотта шулы лас суға құлап кетеді. Содан кейін қорқынышты күлісін көрсетіп, суға сіңеді. Хэнлон Руссоға ескертеді. Канализацияда көретін нәрсесіне дереу оқ ату керек. Тіпті ол алғашқы махаббаты немесе бастауыш сынып мұғалім сияқты көрінсе де. Мети балаларды Пенниуайздың үңгіріне жеткізеді. Таблеткалардың әсері аяқталады. Марч қорқып, кері қайту керегін айтады. Сол сәтте Марч Филдің өлі денесін көреді. Әрине, ол ұзақ уақыт бұрын қайтыс болған. Мети айтқандай тірі емес. Мети оларды алдаған. Сондай-ақ олар Сьюзи, Тедди және тіпті мағыз Меттидің өлі денелерін табады. Сол уақытта жалған Метти музыкант фильміндегі «Я Got Trouble» әнін айта отырып, құбырдың айналасында айналып, біртіндеп Пенниуайз клоунның бейнесіне енеді. Барлық жасөспірімдер айғайлап жүгіріп қашады. Лили таяп қалды да артта қалады, ал басқалары қаша береді. Кенет Хэнлонның алдында оның ұлы Уилл пайда болады. Руссо ескертеді. Бала нақты, себебі оны да көреді. Бірақ Хэнлон ескертуге мән бермей, Уиллді өзінің қиялы деп ойлап оқ атып жібереді. Руссо оққа түсіп, орнына өлімге бет алады. Руссо өз жарасының ауыр екенін сұрайды. Хэнлон оны тыныштандыруға тырысады. Жоқ дейді. Бірақ оның жарасы өлімге әкелетінін жақсы біледі. Өмірінің соңында Руссо өлімінің босқа кетпеуін сұрайды. Сол уақытта Лили басқалардан қалып қалады. Ол жабық өткелге жетіп, барлық достарының атын айғайлайды, бірақ ешкім оны естімейді. Кенет оның алдында Пенниуайз пайда болады. Ол мазақтап, Лилидің өз досы Меттиді құтқара алмай қалғанын және барлық достарын Меттиге әкелгенін айтады. Клоун Лилидің қаза болған әкесінің бейнесін алады. Ол қорқынышты болып, шапшаң қарай шапса да, кенеттен тоқтайды. Себебі ол Таниэльдің бұрын суға түсірген жарықтанған пышағын байқайды. Пенниуайз дереу кері шегінеді. Лили жарықтанған пышақты алып, дәл осы заттың оны құтқарып, өмірін сақтап қалған түсінеді. Келесі таңертең Ингрид машинасына отырып, артқы көрініс айнасынан біреу артқы орындықта тұрған көреді. Ол Хэнк. Бұрынырақ автобус апатынан аман қалған. Ол Ингридке ештеңе айтпай, машинаны жүргізіп, тікелей орманға баруды бұйырады. Ингрид бағынады. Олар машинеден түсіп, махаббатпен құшақтасып, сүйіседі. Анықталады. Ингрид Хэнктің бұрынғы қарым-қатынасы. Хэнк Ингридке автобуста не нәрсенің шабуылдағанын және оның қалай аман қалғанын айтады, бірақ түсінбейді. Ингрид оған қашу орнын іздеуді ұсынады.
тіпті үйіне апаруды ұсынады. Бірақ Хэнк бас тартады. Себебі бұл қауіпті болар еді. Ингрид байқайды. Хэнк орманда ұзақ тұра алмайды. Кімде-кім оны міндетті түрде табар еді. Хэнк жауап береді. Ол оған көмектесе алатын біреуді білетінін айтады. Ингрид Шарлоттаны әскери базада кездесіп, өзінің атын айтып таныстырады. Ингрид Керш. Бұрын Ано 2 фильмінде ересек миссис Кершті көрген едік. Ол Боб Крейдің қызы, ал Боб Крей Пеннивайз. Хенлон Руссоға болған жағдай туралы ресми мәлімдеме береді, бірақ өзінің Руссоны атып өлтіргенін жасырын ұстайды. Сол кезде генерал Фрэнсис кіреді, досының жоғалуына өкініш білдіреді және Руссоның шын мәнінде жақсы адам болғанын айтады. Генерал кетер алдында Хенлон Холлораның канализациядан шыққанын сұрайды. Фрэнсис жауап береді: Холлора әлі базада емес, бірақ шығуға қабілетті деп сенімді. Келесі кадрда Холлора канализациядан сәтті шығады. Кенет ол қаза болған Руссоның құбылмалы бейнесін көреді. Соңғы көріністе біз құлыпталған жәшікті көреміз. Холлора оны ашудан бас тартқан еді, ал Пеннивайз атасының бейнесінде оны ашуға көндіргісі келген болатын. Қазір жәшік ашық, жарқыраған жарық шашып тұр. Келесі көрініс флешбек. Ол 27 жыл бұрын 1935 жылы Джунипер Хилл психиатриялық ауруханасында өтеді. Ұйықтап жатқан кішкентай қыздың жанында Ингрид Керш пайда болады. Біз есімізде, ол осы ауруханада тазалық қызметкері болып жұмыс істейді. Ингрид қызды оятып, оны аурухананың жертөлеуіне апарады. Баспалдақтан төмен түсіп бара жатып, Ингрид қыздан атын сұрайды. Ол өз атын Мейбл деп айтады. Жертөлеуге жеткенде Мейбл Ингридке клоунның осы түнде оны осында күтетін туралы айтып береді. Сол кезде қыздар қызыл, аспандағы қалқып тұрған шарды көреді. Шар есікке қарай ұшып барады. Мейбл қаша жаздайды, бірақ Ингрид оны қорықпауға шақырады. Кенет Пеннивайз пайда болады. Қазіргі уақытта Хенлон өзінің ұлы Вилді канализацияға кіргені үшін сөгіп жатыр. Ол әскери базада болу керек еді. Шарлотта араласып, Хенлонды сабырға шақырғысы келеді, бірақ Хенлон әйеліне араласпауын ескертеді. Ол ұлына рұқсатсыз бөлмеден шықпауын бұйырады, бірақ Вил бағынбайды. Ол өзінде достары бар екенін, олар оған мұқтаж екенін айтады және Хенлон сияқты болмайтынын, достарым қауіпке тікпейтінін мәлімдейді. Хенлон оған жаппай соққы береді, кейін кешірім сұрамақ болады. Бірақ Вил әкесінен алыстауды талап етіп, бөлмеден шығады. Қала бойынша жергілікті тұрғындар Хэнк Кроганың қашып кеткені туралы көптеген плакаттар жабыстырады және оны табатын адамға сыйақы уәде етеді. Сондай-ақ жоғалған балалар жайлы хабарландыруларда көрінеді. Тұрғындар ашулы және қылмыскерге өздері жазасын беруді қалайды. Ол автобус апаты арқылы тұрғындарды қапаландырып, ашуландырғаны анық. Олар ойлайды, будто қара нәсілді сериялық қылмыскер қашып кетті. Қаладағы нәсілдік ашуыза ол үшін тамақ болып табылады. Бейбақтар клубы жиналады. Рони өзінің әкесі іздеуде екеніне қарап тұрғанда, Лили канализациядан тапқан пышақты көрсетеді. Бұл пышақ Пеннивайздың клеткасына шыққан алғашқы осколок. Роуз Таниэлге берген. Ол Галлудан өзін қорғау үшін керек еді. Лили достарына айтып береді. Пышақ жарқырағанда ол қорқып артқа шегінгенін, ал енді олар канализацияға қайта түсіп, оны осы пышақпен жеңуге болатынын ұсынады. Рони қарсы шығып, алдыңғы жолы олар сәл қаза табатын болғанын еске салады. Ол Лилиді мектептегі ақылсыз лақап атымен атайды. Рич қыздарда татуластыруға тырысса да, бейбақтар клубы тарқайды. Холлоран қайтадан Қарадаққа келеді. Фрэнсис берген сол қойма. Кірген бойда достар қайда болған сұрайды, бірақ Холлоран айта алмайтынын жеткізеді. Олар ертең вечеринка ұйымдастырмақ екенін айтады. Кенет Холлоран біреуінің дауысын естіп, еденде суды қайқайды. Алғаш ойлағандай, ол ойнап жатыр деп қорқиды, бірақ бұл тек ағып тұрған тоңазытқыш болып шығады. Ол достарына оны ауыстыру керек екенін хабарлайды. Рони Уилге Лилидің бәрін қауіпке тігуді көздейтінін мойындайды. Өйткені алдыңғы жолы олар сәл аман қалған. Екінші жолы сәтсіздік ықтималдығы жоғары болмақ. Ол қорқынышта өмір сүргенге шаршағанын айтады. Уил де солай сезінетінін айтып, олар бір-бірін құшақтайды. Осы уақытта Холлоран достарының Хэнкті өздерінің жасырын жеріне сақтап жатқанын байқайды. Ол Хэнкті полицияға тапсыруды қалайды, өйткені оны бүкіл қала бойынша іздеуде. Бірақ достары түсіндіреді, бұл Шарлоттаның сұрауы бойынша жасалғанын айтады. Шарлотта өз жоспары бар екенін, Хэнкті қаладан шығарып ешкім білмейтінін жеткізеді. Хэнк Холлоран мен достарына жасырын жерде қалады деп сендіреді. Ешбір жағдайда оны тастамайтынын уәде етеді. Холлоран оны полицияға беруді шешеді. Сол сәтте сарайға Шарлотта мен оның қызы Рони кіреді. Рони әкесін көріп жүгіріп барып құшақтайды. Холлоран бұл көріністі сырттай бақылап тұрады. Шарлотта Холлоранға көмегі үшін алғыс білдіреді. Хэнк көзінен жас төгіп, Рониге қазірден бастап ешқашан ажырамайтынын уәде етеді.
Сол уақытта Мардж пен Рич бақылау алаңында жеке сөйлесіп тұр. Мардж өз көзіндегі жабындысын ауыстыру керек екенін айтады. Рич оған көмектесуге дайын. Бірнеше жыл бойы бойскаут болғанын және жабындыны ауыстырғанда ауырсынбайтынын білетінін жеткізеді. Ол шыдамды әрі сақтықпен Марджға жабындыны алып беруге көмектеседі. Мардж өз көзінің қалай көрінетінін сұрайды. Рич бұл оның өмірінде көрген ең әсерлі нәрсе екенін айтады. Содан кейін Рич Лили мен Рони арасындағы жағдай туралы сөйлейді. Ол жаман түйсігі барын, ол қайта оралуы мүмкін деп ойлайтынын жасамайды. Оның пікірінше Лили дұрыс, және не олар Олды өлдіру керек. Әйтпесе ол оларды жеке-жеке қауіпке тігіп өлтіреді. Шанс жоғары болу үшін олар бірге болуы қажет. Рич Марджға жаңа жабындыны кигізіп болған соң өзінің қағаз ұшағын лақтырады. Ұшақ дәл сол құдыққа түседі. Бір кездері Джордждың қағаз кемесі құлаған, Пеннивайз тұратын жерге. Кейін біз Холлораңды көреміз. Ол жарқырауын басу үшін қатты ішімдік ішіп, өзін тежей алмай отыр. Бөлмеге Хенлон кіріп, Фрэнсистен жаңа бұйрық бар екенін хабарлайды. Фрэнсис осколоқтарда бар жағдайға қарамастан, қанша америкалық солдат қаза тапса да, іздеуді жалғастыру керек деп шешіпті. Хенлон осколоқтарды іздеуді жалғастыру керектігін айтады. Холлораң болса, Фрэнсистің орнына болса, тым кеш болмастан артқа шегінетінін жеткізеді. Сол кезде Хенлонның аржағынан өлген солдаттың елесі пайда болады. Бетінің жартысы Пеннивайзбен зақымданған. Хенлон Холлораңнан канализацияда не болғанын, оның сонша сағат сол жерде неге тұрған сұрайды. Холлораң мойындайды. Бала кезде ол өлгендерді көре алғанын. Оның әжесінде де осындай қабілет болған, бірақ әлде қайда әлсіз. Бала көрген көріністерден ұйықтай алмай жүргенде, әжесі оған жазылған трюкті үйреткен. Ойында үлкен қорап елестетіп, көргісі келмейтін нәрселерді сол қорапқа салып, қақпағын мықтап жабу керек. Яғни жарқырауды тоқтату. Осыны Холлораң жасады. Өлгендерді ойындағы қорапқа салып, бірнеше 10 жылдық бойы оларды көрмей жүрді. Кеше дейін. Холлораң айтады, канализацияға ол оның санасына кіріп, қорапты ашып, жылдар бойы жасырып келген барлық нәрсені босатқан. Содан кейін ол Хенлонға екі маңызды нәрсені жеткізеді. Өлгендер әрдайым қай жерде өмірін аяқтаған болса, сол жерге қайта оралады. Және олар тірілер білмейтін нәрселерді біледі. Хенлон сұрайды, өлгендер оларға Олды табуға көмектесе ала ма? Холлораң ренжіп, Олды мазалауға болмайтынын айтады. Бірақ Хенлон жауап береді. Ол достарын жоғалтқанын, өз баласын қауіпке тіккенін еске салады. Сондықтан осы құбыжықты табу арқылы жаңа шығындарды болдырмау керек дейді. Егер бұл қабілет көмектесе алса, Холлораңнан оны пайдалануды сұрайды. Холлораң бас тартады. Сол кезде Хенлон оған міндетін орындау керектігін еске салады. Әйтпесе оны базаға қолына кісен салынған күйде әкелуі мүмкін. Хенлон өз бөлмесіне қайтып, Шарлоттадан Вилл туралы сұрайды. Шарлотта жауап береді. Ол мүмкін достарымен бірге, қазір сенетін жалғыз адамдармен. Содан кейін Шарлотта Хенлонды ұлына қол көтергені үшін сөгіп алады. Хенлон сол кезде өзін ұстай алмағанын, канализациядағы оқиғалар мен әсіресе Руссоның жағдайы оны қатты соққанын түсіндіреді. Шарлотта оны құшақтайды, бірақ дереу еске салады. Дәл сол Хенлон оларды деррек әкелген. Шарлотта заттарын жинап, жоспарын түсіндіреді. Ол Хэнкті қаладан шығарып, кейін өздерімен Вилл Шрифпортқа оралады. Ол Хенлонның елге қызметін аяқтаған соң оларға қосыла алатынын айтады. Бірақ алдымен Виллмен қарым-қатынасын түзету керек. Осы сөздерден кейін Шарлотта чемоданын алып кетеді. Сол уақытта мектепте Лили Пеннивайз айтқан сөздерді ойынан шығара алмайды. Сен бәрін менің қасына әкелуге көндірдің. Партасын ашқанда алдынан Пеннивайз шығып, кинжалды маған қарсы қолдануға тырыссаң, өліп қаласың деп ескертеді. Лили сабақ рұқсатсыз кетеді. Мектеп асханасында Рич Марджға Хэнкіні Рони тауып алғанын айтып, оны көруге баратынын, Марджды да қосылуға шақырады. Олар ауыр түнді де еске алады. Екеуі де ваннадағы ағып тұрған су түтігінен дауыстар естігенін айтады. Рич мойындайды, түнде ваннаға бара алмаған соң ыстыққа шыдамай бөлмеде ыдысқа барған. Содан кейін Рич Марджға жаңа көз таңғышын сыйлайды. Мардж оны таққанда әзілдеп, енді пират сияқты көрінетінін айтады. Сол кезде Петти мен достары Марджға өз үстеліне отыруды ұсынады. Петти Ричті сәтсіз деп атайды. Мардж оған жауап ретінде өзіне де сәтсіз екенін айтады. Қыздарды қорқыту үшін ол көз таңғышын шешеді. Қыздар сонша қорқады, біреуі Ронда тіпті дем ала алмай қалады. Мардж қанағаттанған күйде өз орнына оралады. Мектептен кейін Рич, Мардж және Вилл велосипедпен Қарадаққа келеді. Дәл сол жерде Хэнк жасырынған. Сол уақытта Лили Ингридтің үйіне келеді. Кіреберістен бұрын ол таңғаларлық көршіге назар аударады. Ол оған қорқынышты, табиғи емес күлкімен қарап тұр.
шындығында бұл ол барлығын байқатпай бақылап тұрған. Кілт қаққанмен жауап болмаған соң, Лили үйге кіруді шешеді. Шатырдан музыка естіледі. Дәл Оно 2 фильмінде миссис Кёрштің үйінде шыққан әуен. Лили абайлап сатыға көтеріледі. Шатырда ол ескі фотоальбом табады. Онда Ингрид пен Стеннің суреттері. Той, жылдық мерекелер, Ингридтің жастық портреттері. Қарап шыққанда, Лили 1908 жылғы суретке назар аударады. Сол суретте жас Ингрид әкесінің Боб Грейдің жанында тұр. Боб Грейді қараған Лили оны канализацияда көрген Пенни Уайзбен ұқсастырады. Сол кезде Ингрид шығып, Лили не істеп тұрған сұрайды. Лили есіктің ашық болғанын айтып, ішке кіргенін түсіндіреді. Ол сондай-ақ канализацияға барған мойындайды. Содан соң Лили Ингридті құшақтап, көмек сұрайтын басқа адам білмейтінін айтады. Ингрид оны тыныштандырады, дұрыс жерге келгенін сендіреді. Сол сәтте Лили бөлменің бұрышында Боб Грейдің клоун костюміндегі суретін көреді. Ингрид оның алаңдаушылығын байқап, не болған сұрайды. Лили олды көргенін айтады. Ингрид Лилиге Пенни Уайзды қайтарғаны үшін алғыс айтады. Лили Ингридтің клоун костюмын байқап, сол көріністе зираттағы фигураның Пенни Уайз емес, өзі болған түсінеді. Суреттерде Ингрид көрініс беріп тұр. Ал басқа құпия тіршілік иелері жоқ. Сонымен қатар, дәл сол Уилдің үйінің сыртында тұрғанда Ингрид болғаны анықталады. Ингрид өздерін бақылағанын мойындайды. Себебі Пенни Уайзбен кездескісі келген. Лили оның не үшін екенін сұрайды. Ингрид түсіндіреді. Әкесі бұрын Пенни Уайз би билеген клоун аталған карнавалдық әртіс болған. Ал ол оның көмекшісі Пери Винкл деген лақап атты пайдаланған. Бірде әкесі жоғалып кеткен, денесі табылмаған. Фрэнсис әкесімен бірге жәрмеңкеге барған. Сол кезде карнавал мен цирк әртісі Боб Грей мен Ингридтің қызы да келген. Біз жас Ингридті қызыл шарик пен клоун костюмінде көрдік. Содан кейін біз 1935 жылға флашбек көреміз. Ингрид Джунипер Хилл психиатриялық клиникасында жұмыс істейді. Бір күні ол кішкентай қыздың дәрігерге Пенни Уайз атты клоун туралы айтып тұрған естиді. Клоун подвалда тұрады, бірақ дәрігер оған сенбейді. Қыз өз ойын қоя береді. Клоун құбырларда жасырынып, оны сол түні подвалға шақырған. Бұл кішкентай қыз Мейбл. Сол сәтте Ингрид бәлкім әкесін қайта көретін түсінеді. Боб Грейдің тарихын толық 3-ші маусымда баяндайды. Ал 2-ші маусымда біз 1935 жылғы оқиғаларды, 3-ші маусымда 1908 жылғы оқиғаларды көретін боламыз. Қазірден бастап арнаға жазылып қой, ештеңе қалдырмау үшін. Келесі көрініс подвалға көшеді. Онда Ингрид пен Мейбл Пенни Уайзды көреді. Ол Мейблға жылы жымиып келеді. 2017 жылғы фильмдегі Джорджиге жасағандай қызыл шарик ұсынып. Кейін Пенни Уайз Ингридтің келгеніне қуанышты екенін айтады. Ингрид оны әке деп атайды. Бірақ Пенни Уайз тек күледі. Бірден ол тістерін көрсетеді. Ингрид пен Мейбл қашпақ болады. Бірақ Мейбл сүрінеді. Қара есік жабылып, Ингрид сыртта қалады. Ал Мейбл клоунмен тұтқында. Ингрид есікті ашуға тырысады, бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Мейблдің айқайын естиді, бірақ ештеңе істей алмайды. Сол сәтте карнавал музыкасы естіледі. Пенни Уайз Боб Грей бейнесін алады. Жұмсақ даусымен ол Ингридке сағынғанын, қорқудың қажеті жоқ екенін, тек есікті ашып, оны кіргізу керегін айтады. Ингрид көз жасымен есікті ашады да, оны кіргізеді. Қайтып қазіргі уақытқа келгенде, Ингрид Лилиге оның әкесі екенін айтады. Мүмкін барлық өткен оқиғалардан кейін өзгерген шығар, бірақ әлі де ол өзі. Ингрид түсіндіреді. Әрбір бұл көлеңке көрінгенде, ол әкесін қайтадан тартып алады. Сондықтан ол оны босату жолын іздейді. Лили дірілдеп, Ингридтен оған зиян тигізбеуді өтінеді. Ингрид жауап береді. Лилиге ештеңе зиян тигізбейтін болады. Қыз сұрайды. Бұл қорғау оның достарына да қатысты ма? Ингрид жоқ деп жауап береді. Содан кейін ол Лилиге дәрідегі ескі мақалды еске салады. Мұнда өлгендер шын мәнінде өлмейді. Ингрид қолын созып, Лилиді әкесін көруге шақырады. Сол сәтте Лили кинжал алады. Ингридтің алақанын сәл қиды да үйден шығып кетеді. Жаңа білгенімен шошып. Кешкі клубта Қарадақта Марч Рониге айтады. Олды жеңу үшін бірге әрекет ету керек. Бірақ Рони жауап береді. Әкесі қауіпсіз екеніне көз жеткізгенше қозғалмайтынын. Сосын кетеді. Уилл Рониді қуып жетеді де, оған және әкесіне Олды мәңгі тоқтату үшін нақты мүмкіндік бар екенін түсіндіреді. Бірақ бәрі үшін бірге әрекет ету қажет екенін ескертеді. Хэнк қызының өмірін қауіпке тігуге жол бермейтінін айтады. Уилл Рони жалғыз болмайтынын сендіреді. Хэнк жеңі жымиып, қызының жанында әдемі, қамқор дос бар екенін атап өтеді.
яғни Уиллді меңзейді. Уиллдің Ронниге деген қызығушылығын байқап, Хэнк оның сүйікті фильмін сұрайды. Уилл дүниежүзілік соғыс фильмін көргенін және қатты ұнағанын айтады. Хэнк Уиллді жас әрі ақылды жігіт деп бағалайды, және егер онымен бірдеңе болса, қызының жанында мұндай қамқор дос бар екеніне қуанышты болатынын айтады. Уилл ештеңе болмайтынына сендіріп, сенімділік көрсетеді. Таверна Фалконда расистер, соның ішінде Фил мен Сьюзидің әкесі Эл, Хэнк туралы сөйлесіп, ол қайда жасырынуы мүмкін екенін талқылайды. Біреу Хэнктің канализацияда жасырынып жүргенін болжайды. Сол сәтте шериф Клинт кіріп, Хэнктің қайда екенін білетінін хабарлайды. Ол бір ханымның хабарласқанын және Хэнктің жасырынған орнын айтқанын түсіндіреді. Ер адамдар Хэнкті қамауға алатын сұрайды. Бірақ шериф логикалық тұрғыдан бұл мүмкін болса да жасай алмайтынын. Себебі вице-мэр оны міндеттерінен босатқанын айтады. Кешкі клуб Қарадақта ішіндегі Холлоран ішіндікті жалғастырып, жарқырауды басып, өлілерді көрмеуге тырысады. Ал Марч пен Рич мерекелік атмосферадан ләззат алады. Оларға кола беріледі. Рич дәмі ерекше екенін айтып күледі. Кола әкелген адам бұл ұшқыштарға арналған кола екенін түсіндіреді, және олар дәмін татып көруге шешім қабылдайды. Уилл достарына оралады. Рич Уиллдің Хэнкті Ронни канализацияға бірге баруға көндіре алмауын біліп, сәл көңілі түскендей болады. Ричтің қалтасында барабан таяқшалары барын көрген адам оған барабан ойнай алатын сұрайды. Рич аздап ойнайтынын айтады. Сол адам барабаншысы мас болып ұйықтап қалғанын айтып, Ричке оның орнына ойнауды ұсынады. Марч Ричке келісуді өтінеді, өйткені ол оны барабан ойнап жатқанын көргісі келеді, және Рич келіседі. Келесі көріністе Рич барабан соғып, барлығы музыкадан ләззат алады. Марч енді ұшқыштарға арналған коланы жақсы көретінін айтады. Сол уақытта Ингрид, яғни миссис Керш, Перривинкл костюмін киіп, клоун бейнесін алады. Осы кезде бірнеше маска киген ер адамдар Қарадақта клубына жетеді. Олардың ішінде шериф Клинт, Эл, Фил мен Сьюзидің әкесі және басқа расистер бар. Олар Хэнкке өз бетінше жазалау жасауға ниеттенген. Оқиғалар 1908 жылға өтеді. Біз жас Фрэнсис пен оның әкесінің жәрмеңкеге келгенін көреміз. Жәрмеңкені басқаратын адам жұртты жинап, Пенниуайз билейтін клоунның келетін хабарлайды. Балалар қуана қол соғады. Сахнада клоун Пенниуайз пайда болады. Ол сахналық қойылым жасап, сүйіктісіне гүл шоғын сыйлауға тырысады. Бірақ Бобр оған кедергі жасайды. Содан кейін Пенниуайз сүйіктісінің қайтыс болғанын байқап, қайғыға батады. Ол сүйіктісінің киімімен билеп, кейін оны жерлейді де көз жасына буланады. Сол Бобр қайта пайда болып, оған гүл береді. Содан кейін сахна өзгереді де Пенниуайз өзінің фирмалық биін орындайды. Бұл бүкіл сахна оның қайтыс болған әйелі үшін құрмет ретінде жасалған. Осы кезде Галлу бала бейнесін киіп, алыстан болып жатқан оқиғаны бақылап тұр. Ол балалардың Пенниуайз клоунын жақсы көретінін, сонымен бірге қызыл клоун шарларын ұнататын байқайды. Кейін Пенниуайз, яғни Боб Грей, бүкіл Гремин шешеді де қызы Ингридпен сөйлеседі. Ингрид әкесіне қойылымдарда көмектеседі. Ол әкесінің сахнасында бірге өнер көрсеткісі келетінін айтып, өзіне клоун гриминатор жасап алады. Боб оның идеясын қолдап, оны Перривинкл деп атайды. Ингрид Перривинкл ананың сахналық аты екенін еске салады. Боб оны өзгерткісі келсе де болады дейді. Бірақ Ингрид аты ұнағанын айтып, қалдырғысы келетінін айтады. Боб қызына бантик көрсетуді сұрайды. Ол көрсетеді. Ингрид әкесінен үлкен цирк сахнасын сағынғанын сұрайды. Боб сағынғанын мойындайды. Бірақ бір күні қайтадан үлкен сахнада өнер көрсететіндерін айтып үміт береді. Ингрид оны құшақтайды. Біз білетіндей, олар ешқашан бірге үлкен сахнада өнер көрсетпейді. Кешке Боб қайтадан Пенниуайзға айналып, кешкі қойылым алдындағы уақытта ішіп, шылым шегеді. Неліктен Боб Грей ішіп кеткені белгісіз, бірақ оның әйелі қайтыс болған соң депрессияға түскені және үлкен цирктен шыққаны болжам жасауға болады. Қазір ол өзін және қызы Ингридті асырау үшін кішігірім жәрмеңкелерде өнер көрсетеді. Сол сәтте орманнан Галлу бала бейнесінде шығып келеді. Ол өзінің ата-анасын таба алмай жатқанын айтып, Бобтан көмек сұрайды. Пенниуайз бас тартады. Кенет орманнан әйел дауысы естіледі. Бала оның анасы екенін айтады. Ол Пенниуайздың қолын ұстап, орманға қарай кетеді. Кейін жас Ингрид әкесін іздеп үмітсіздікке батады. Жәрмеңкені басқаратын адам оған Боб Грейдің қызыл шүберегін көрсетеді. Ол орманда тапқанын, бірақ Бобты таба алмағанын айтады. Адам қосымша, бәлкім қасқырлар орманда Бобқа шабуыл жасаған болуы мүмкін дейді. Ингрид жылап тұрады. Оқиға қазіргі уақытқа, яғни 1960 жылға көшеді. Қару-жарақпен және маскамен жабдықталған ер адамдар тобы Қарадақ клубына шабуыл жасайды. Солардың бірі сахнада ән айтып тұрған ақ әйелді байқап, оны үйге жіберуді бұйырады. Мұнда сұрақ туындайды. Неге маскалы ер адамдар Марч пен Ричке жол бермеді? Өйткені олар да ақ нәсілді. Жауабы қарапайым.
олар көп адамның арасында оларды байқамаған болу керек. Клинт тек Хэнкті қажет етеді. Қалғандары болса, өздерін алаңсыз қалдыруы мүмкін дейді. Осы сәтте Холлоран шығып, Хэнк мұнда жоқ екенін хабарлайды. Маскалы ер адамдар барлық бөлмені тексеретін айтады. Дегенмен олар әрекетке кіріспей тұрып, Хэнк шығып, қанды қақтығысты болдырмау үшін ерікті түрде оларға қосылады. Сол кезде бір афроамерикалық ер адам оны тоқтатады. Әрі әскери қызметкерлер қызметтік қаруларын шығарады. Маскалы ер адамдар сыртқа шығып, барлық шығуларды жауып, отты қоспасы бар бөтелкелерді тұтатып, терезелерге оқ атуды бастайды. Ішінде хаос орнайды. Ронни әкесін үмітсіз іздейді. Холлоран едені шіріген томастықшқа барады да, оны жаруға мүмкіндік табады. Ол қашуға дайындалады, бірақ кенеттен Ронни дауыс естіледі. Ол әкесін іздеп, Сески Галлу орманда өлтірген тайпа басшысының көрінісін көреді. Осы сәтте хаостың ортасында Пеннивайз пайда болып, әйелге қолын созады да сыртқа шығу жолын білетінін айтады. Әйел оның қолын ұстайды. Ронни әлі әкесін іздеп жүріп, Пеннивайзбен жолығып, қорқып қаша бастайды. Холлоран оны тауып, тыныштандырып, аман шығаратынына уәде береді. Содан кейін ол Пеннивайзді көреді. Ал артында қаза тапқан афроамерикалықтардың көлеңкелері тұр. Холлоран Сескиге қалған аман қалғандарда қайда екенін сұрап, жол көрсетуді өтінеді. Осы уақытта сырттағы ер адамдар маскаларын шешіп кетуге бел буады. Хэнктің өлгеніне көз жеткізбейінше кетуге болмайтынын айтады. Клинт бұл жерден шығуға мүмкін еместерін айтып, олар кетеді. Стеннің машинасы іске қосылмайды. Кейін анықталады. Стен қарадақты өртегендердің қатарында болған. Сескиді бақылап, Холлоран Уилл мен Хэнкті тауып сыртқа шығуға шақырады. Содан кейін ол Мардж бен Ричті көреді. Олар оған қарай қашады, бірақ сол сәтте төбе құлап жолды жауып қояды. Хэнк Ронни мен Уиллмен бірге сыртқа шығып, ғимараттан аман жетеді. Рич Марджге томасқышқа кірген дұрыс деп айтады. Өйткені бұл аман қалудың жалғыз жолы. Мардж ішке кіріп, екеуіне орын жетпейтінін айтып қояды. Рич оны түсініп, Марджды сақтау үшін томасқыштың есігін жауып қояды. Мардж ішінен шығуды сұрап жылады, бірақ Рич рұқсат бермейді. Мардж көз жасымен Ричті жақсы көретінін айтады. Рич те оны жақсы көретінін жауап етеді. Егер 2017 жылғы Ол фильмін көргендер болса, Рич есімді кейіпкердің анасы Маргарет деп аталады. Бұл Мардж ол ұлын Ричтің құрметіне атаған. Ол бала қаза тапқан болатын. Сол уақытта Стен өзінің көлігінің қақпағының астын тексеріп, неге машина іске қосылмай тұрғанын түсінуге тырысады. Біз Ингридті Перевинкл костюмінде көріп, күйеуін бақылап тұрғанын байқаймыз. Ингрид оның жанына келеді. Стен ашуланып, неге ол осында тұрғанын түсінбей, дереу үйге кетпесе және осы ақымақ Гремин жуып тастамаса, оны жазалайтынын ескертеді. Ингрид бұл оның шынайы бейнесі екенін айтады. Тек осы кейіпте ол өзін нағыз Ингрид сияқты сезінеді. Кенеттен ол жай ғана папочка деп сыбырлайды. Стен артқа бұрылып, Пеннивайзды алып, үлкен балта ұстап тұрғанын көреді. Пеннивайз бірден Стенді жеңіп, оны жейді. Ингрид Пеннивайзге Хэнкті құрбан етіп, бүкіл қаланың оны жек көретін және шериф Клинтке оны қайда жасырғанын айтып бергенін мойындайды. Бұл барлық әрекеттердің бір ғана мақсаты бар екенін айтады. Пеннивайзды осы жерге шақыру. Пеннивайз қыздан бантик көрсетуін сұрайды. Ол көрсетеді. Дәл балалық шақтардай. Ол қолын шапалақтайды. Содан кейін Ингридті құшақтайды. Қыз оны жақсы көретінін айтады. Пеннивайз оны жеу тілегін басып, жасаған істері үшін мақтайды да, ұйықтап, 7 судан кейін қайта келетінін хабарлайды. Ингрид оны кетпей тұруға көндіруге тырысады. Пеннивайз қорқынышты көзқараспен оған қарайды. Сол сәтте Ингрид түсінеді. Бұл Пеннивайз оның әкесі емес. Сондықтан әкесінің қайда екенін сұрайды. Пеннивайз жауап береді. Оның әкесі оның ішінде өмір сүретінін айтады. Содан кейін Пеннивайз өзінің үлкен аузын ашып, бұрынғыдай өлі шамдарды көрсетеді. Біз бұл өлі шамдарда 2017 жылғы Ол фильмінен көргенбіз. Өлі шамдар Пеннивайздың шынайы бейнесі. Боб Грейдің бейнесі тек маска, балаларды аулау үшін ыңғайлы құрал ғана. Өлі шамдарды тікелей көрген адам бірден кататонияға түседі. Бірақ бұл әрқашан өлімге әкелмейді. Өлі шамдар физикалық тұрғыдан өлтірмейді, бірақ сананы бұзады. Өйткені адам миы осы космостық күшті түсіне алмайды. Әсері қысқа немесе мәңгілік болуы мүмкін. Пеннивайз өлі шамдарды бәріне бірдей қолданбайды. Ол аң аулауды жақсы көреді. Қорқыныш арқылы құрбанының кортизол және адреналин шығаруын қалайды. Кейін өрт сөндірушілер жанған қарадақ клубына кіріп, Марджды тоңазытқыш ішінде тірі табады. Ол сырттағы Риштің қозғалмай жатқан денесін көріп, жылап, оны құшақтайды. Сол сәтте бөлмеге Ронни мен Уилл кіреді. Келесі сахнада бәрі сыртта болады. Ингридті Масилка мен Джунипер Хилл клиникасына кетеді. Оның санасы толығымен сынған. Мардж Риштің денесін тасып бара жатқанын көріп, оның бір қолының босаңсып тұрғанын байқайды. Ол санитарларға тоқтауды өтініп жақындайды да, соңғы рет оның қолын ұстап, абайлап Масилкаға қайта қояды. Сол уақытта Холлоранның көріністері күшейе түседі.
Ол Қарадақта қаза тапқан барлық афроамерикандықтардың елестерін көреді. Олар оған бәрін түзетуі керек екенін айтады. Шарлотта Ронни, Март және Уиллмен бірге орманға қарай жүреді. Онда олар Хэнкті табады. Шарлотта оны дереу сол жерден шығару керек екенін айтады. Сол сәтте Холлоран ол ұйықтап тұрғанын айтады. Ол әрдайым оның энергиясын сезінген, бірақ қазір ол толықтай өшкендей. Фуллер жауап береді. Ұйықтап тұрма ма, генералға осколок қажет екенін ескертеді. Холлоран 13 осколоктың бірінің орнын білетін хабарлайды. Ол сол осколок Сески Важды жерленген жерде жатыр дейді. Бұрын Холлоран Важдының қабірінің қайда екенін білмеген, бірақ қазір біледі. Тек Сески елесін бақылап, оны іздеу қажет. Фуллер мен Хэнк бұл елесті көрмейді, бірақ Холлоран оны өзінің жарқырауы арқылы көреді. Әйтсе де, Дерри жаңалықтары клубтағы өрттің мүлде басқа нұсқасын береді. Репортер Қарадақтағы өртке Хэнк кінәлі деп хабарлайды. Бірақ кейбір жергілікті тұрғындардың, соның ішінде өз өмірін құрбан еткен Стеннің арқасында бірнеше адам аман қалған. Репортер сонымен қатар белгілі қашқын және қылмыскер Хэнктің қаза тапқан туралы айтады. Сол уақытта Роуз пен басқа үндістер Қарадақтағы оқиғаларда талқылайды. Роуз айтады: тамақтану циклы аяқталды және енді ол 27 жылға ұйқыға кетті. Біреу клубта қанша адам зардап шеккен сұрайды. Роуз жауап береді: ресми есеп әлі жарияланбаған. Бірақ полковник айтқандай, клубта 23 адам, ал бүкіл циклде 17 бала зардап шеккен. Үндістер тобының ішкі сезімі, олардың барлығы тек бақылаушы ғана болды. Сол уақытта әскерлер осколок іздеуде. Генерал Фрэнсис Фуллерге жақындап, жаңалық бар ма деп сұрайды. Фуллер таңғы 7-ден бері жұмыс істеп жатқан, бірақ әлі ештеңе табылмаған хабарлайды. Уилл анасына Лили үйіне Ронни мен Марсбен бірге барғысы келетінін айтады. Шарлотта тыйым салады және бұл қауіпсіз емес екенін ескертеді. Бірақ Уилл ол қазір ұйықтап жатыр, бәрі жақсы болатынына сенімді екенін айтады. Шарлотта оны жібермейді. Хэнк Хенлонның әскери формасын киеді. Осылайша көпшілікке еріп, Дерридегі расистер арасында байқалмай қалмақ. Сол уақытта Ронни мен Марч Лили үйіне келеді. Лили жоғалып кеткендей көрінеді. Көз астында терең көкшіл шеңберлер бар. Бірнеше күн ұйықтамағандай. Ронни мен Марч оған Қарадақтағы өткен түнгі оқиғаларды баяндайды. Лили досынан Ричтің қаза тапқанын естіп жылады. Қыздар Ричтің заттарын алу үшін бақылау алаңына барады. Марч Ричтің қағаз ұшағын байқап, оны қолына алады да жылай бастайды. Ронни, Марч және Лили бір-бірін құшақтайды. Біршама уақыт өткен соң әскерлер осколокты табады. Ол тасбақаның қабығына оралған. Оны абайлап қорапқа салып, әскери жүк көліктеріне тиеп алады. Хенлон жүк көлігіндегі орындалмақ болады, бірақ Фуллер оны қалуға бұйырады. Ол түсіндіреді, ол ұйықтап тұр. Сондықтан бұл мүмкіндікті пайдаланып, осколоктың физикалық қасиеттерін зерттеу керек. Содан кейін Фуллер басқа әскерлермен кетеді. Барлығын Таниэль орманда бақылап тұр. Сол уақытта Шарлотта Роузға барады және оған Хэнкті таныстырады. Ол машинада отыр. Роуз айтады: Италияда Хэнктің отбасы үшін барлық қажетті құжаттарды рәсімдей алатын достары бар, бірақ оны шекарадан өткізу қауіпті болмақ. Сол сәтте Таниэль орманнан кіріп, Роузға бұрын көрген хабарлайды. ақш әуе күштері әскери базасында бәрі осколокты лаваға салуға дайындалып жатыр. Сол сәтте Хенлон пайда болып, барлық адамдарға қаруын бағыттайды және процедураны дереу тоқтатуды бұйырады. Әскерлер оған қарсы қару бағыттайды, бірақ генерал Фрэнсис араласып барлығына қаруды түсіруді бұйырады. Фрэнсис Хенлон жеке сөйлесу үшін шақырады де өз жоспарын түсіндіреді. Ол осколокты орыстарға қарсы пайдалануды емес, оны жойғысы келетінін айтады. Себебі барлық ақш Дерриге айналуы тиіс. Ол елге ең үлкен қауіптің сырттан емес, іштен келетініне назар аударады. Американдықтар бір-бірін жек көреді және ел бөлек штаттарға бөлінуі мүмкін. Ол тағы бір азаматтық соғыстың алдын алғысы келеді. Фрэнсис адамдарды бағындыру мен тәртіпке келтірудің ең тиімді жолы қорқыныш деп есептейді. Хенлон бұл көптеген адамдардың өміріне түкпірлі қауіп төндіреді дейді. Генерал жауап береді: олар әскерлер, кез келген соғыста шығын болады. Содан кейін ол процедураны жалғастыру бұйрығын береді. Хенлон қаруын генералға бағыттап, процедураны тоқтатуды бұйырады. Бірақ сол сәтте полковник Фуллер шығып, Хенлонды нысанаға алады. Генерал Хенлонды әскери базадағы өз бөлмесіне қайтып баруға және оны тастамауға бұйырады. Ақыр соңында осколок лаваның ішіне түсіп ериді, ал Пеннивайз ұйқыдан қайта оянады. Сол кезде Уиллге қоңырау келеді. Бұл Ронни. Уилл кешірім сұрап, анасының оған үйден шығуға рұқсат бермейтінін айтады. Ронни хабарлайды: олар бақылау алаңына Ричтің заттарын алу үшін барғанын. Күтпеген сәтте дауысы өзгереді. Ол аштық сезінгенін айтады. Уилл бұрылып қараса, Пеннивайз тікелей оның алдында тұр. Құбыржық үлкен аузын ашады да Уиллге өлі шамдарды көрсетеді. Олар оны бірден бейсезім күйге түсіреді. Дерридің үстін қою тұман басады.
басады. Ол жапырақтарды құратып, өзенді мұздай қатырып тастайды. Дерри қаласындағы жоғары сынып мектебінде директор Дан Ливи барлық оқушыларға күтпеген жерден жиналыс жариялап, акт залына жиналуды бұйырады. Барлығы жиналған соң, директор мінберге шығып сөйлей бастайды. Бірақ көп ұзамай бәрі бір сұмдықты аңғарады. Директордың өзін біреу сырттай басқарып тұрғандай, ал шын мәнінде оның артында Пеннивайз тұрғаны белгілі болады. Пеннивайз өзінің таныс биін билеп, оқушылардың бәрін акт залында қамап қояды да, оларға өлі шамдарды көрсетеді. Сол сәтте барлығы бірдей қозғалыссыз күйге түсіп, ауада қалықтап қалады. Келесі көріністе қала көшелерін мектеп оқушыларының жоғалғаны туралы хабарландырулар басып кетеді. Лили, Мардж және Ронни жоғалғандардың арасында өздерінің досы Уилдің де бар екенін байқайды. Мардж ашу мен үмітсіздікке беріліп, клоунға деген өшпенді ойын айтады. Бұл сөзді болашақта оның ұлы Ричи де айтады. Ол Ано фильмінің 2017 жылғы нұсқасында естіледі. Үшеуі сүт таситын жүк көлігімен қан ізін қуып, клоунның соңына түседі. Осы уақытта Хенлон үйіне телефон шалады. Бірақ тұтқаның ар жағынан Уилл емес, Пеннивайздың дауысы естіледі. Ол қорқынышсыз адамды не үркітетінін сұрайды. Хенлон ашуға булығып, егер баласына бірдеңе болса, клоунды аяусыз жазалайтынын айтады. Қызықты дерек ретінде айта кетсек, 54 жылдан кейін дәл осыны оның немересі Майк істейді. Сол мезетте Холораның да жағдайы өте ауыр болады. Ол түбегейлі күйзеліске түсіп, айналасын елестер жайлап, санасын мазалай береді. Азабын тоқтатудың ең соңғы шегіне жақындаған сәтте Хенлон келіп, одан көмек сұрайды. Оның айтуынша, Холораның ерекше қабілеті саналатын жарқырау ғана Уилдің ізіне түсуге мүмкіндік береді. Ақыры Холоран келісімін береді. Полковник Фуллер генерал Фрэнсиске Хенлонның әскери базадан қашып кеткенін, әрі онымен бірге Холоранда көрінгенін хабарлайды. Хенлон Холоранды Роуздың үйіне алып келеді. Ол жерде Шарлотта, Таниэль және Хэнк бар еді. Шарлотта Хенлонға ашуланады, себебі Ано олардың баласын алып кеткен. Ал Хенлон бұған дейін клоунның ұйқыға кеткенін және енді ешкімге қауіп төндірмейтінін айтқан болатын. Роуз Лили тауып алған қанжарды әскерлер ертіп жіберген сынықтың орнына қолдануға болатынын түсіндіреді. Ол қанжарды жерге, қураған ағаштың түбіне көму керек. Бұл оның қуаты басқа сынықтармен әлі де байланыса алатын ең соңғы нүкте. Сол арқылы Галлуға арналған қапасты қайта қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Роуз егер Пеннивайз сол ағаштан асып өтсе, Дерриден шығып бүкіл әлемге қауіп төндіретінді ескертеді. Қанжарды табу міндеті Дикке жүктеледі. Алайда ол айналасын қоршаған елестердің кесірінен ойын жинақтай алмайтынын айтады. Алдымен санасын мазалаған дауыстарды басу қажет. Сол үшін Роуз оған Матуриннің тамырынан дайындалған арнайы шай береді. Стивен Кингтің әлемінде Матурин ең көне әрі ең қуатты жаратылыстардың бірі. Галлуға қарсы тепе-теңдік ретінде бейнеленеді. Ол көбіне алып тасбақа кейпінде суреттеледі. Маусым бойына Матуринге қатысты ұсақ, бірақ мағыналы ишаралар шашырап берілген. Мысалы, Лилидің білезігіндегі тасбақа бейнесі, үйрек және өзімізді жабымыз бағдарламасындағы бертесінді қағы. Шайды ішкеннен кейін Дик қысқа уақытқа Галлу шыққан макро әлемге сапар шегеді де, сол жерден санасы тазарған күйде оралады. Ол қанжардың қазір Лилидің қолында екенін айтады. Оқиға сүт таситын жүк көлігіне ауысады. Онда Мардж, Лили және Ронни жол үстінде келеді. Жасөспірімдер шұңқырға түсіп, ағашқа соғылады. Бірақ ешкім зардап шекпейді. Лили бірден қанжарды алып, ешкімге тигізбеймін деп бекінеді. Осы уақытта Роуз бір маңызды ескертпе жасайды. Оның айтуынша, қанжарды Нейбот көшесінің астындағы өз үйінен неғұрлым алысқа алып кеткен сайын, ол иесінің санасына соғұрлым кері әсер етеді. Сондай-ақ, оны жерге көмуге тырысқанда, қанжар барынша қарсыласатынын да алдын ала ескертеді. Жасөспірімдер орманға кіріп кетеді. Лили кері қайтайық дейді. Бірақ Ронни мен Мардж бұған қарсы болады. Лили орман ішіне қарай қашып кетеді. Олар оны қуып жетеді де, қанжарды Мардж алып қояды. Сөйтіп, қанжар бір адамға ұзақ уақыт бойы ауыр әсер ететінін түсініп, оны кезекпен алып жүруге шешім қабылдайды. Олар қатқан Кендасквик өзеніне жетіп, алыстан Пеннивайздың цирк фургонының шамдарын көреді. Фургон құраған ағашқа қарай бет алып келеді. Өйткені сол арқылы Дерриден шығып кетуге болады. Жақындай түскенде, олар ауада қалқып тұрған Уилді көреді. Бірақ оны төмен түсіру мүмкін болмайды. Шу Пеннивайздың назарын аударады. Ол фургоннан шығып жақындай бастайды. Ронни қанжарды көрсеткен сәтте, клоун бір қадамда алға баса алмайды. Бірақ тұманға сіңіп, көзден
ғайып болады. Дәл сол арқылы ол күтпеген жерден Марчты аяғынан тартып, достарынан бөліп әкетеді. Пеннивайз Марчпен оңаша қалады да, оны Маргарет Тозер деп атайды. Марч бұл фамилияны танымайды, өйткені ол оның болашақтағы күйеуінің тегі екенін әлі білмейді. Артынша Пеннивайз жоғалған бала туралы парақшаны көрсетеді. Бұл жолы ондағы бейне оғаш дүниелердегі Майк үйлерге ұқсайды. Негізінде бұл 2017 жылғы Ано фильміндегі Ричи. Екі рөлді де бір актер, Финн Вулфхард сомдаған. Бұған дейін айтылғандай, Марч Ричидің болашақ анасы. Осы сәтте Пеннивайздың уақытпен еркін қозғала алатыны белгілі болады. Ол үшін өткен, осы шақ және келешек бір тұтас ұғым. Пеннивайз Марчты жою арқылы Ричидің дүниеге келуіне жол бермеуді көздейді. Осылайша болашақта өзін тоқтататын бейбақтар клубын алдын ала ыдыратпақ болады. Бірақ кенеттен Пеннивайз қимылсыз қалады. Мектептегі барлық оқушылар, соның ішінде Уилл де, әлгі оғаш күйден босап, мұздың үстіне құлап есін жияды. Бұның бәрін Холлоран жасағаны анықталады. Ол бұған дейін Таниэльге істегеніндей Галлуның санасына еніп кеткен еді. Пеннивайз Холлоран құрған елестің ішінде қалып қояды. Сол көріністе Бобты 1908 жылы қасқырлардан емес, арықтан тапқандай бейнелейді. Оған кәдімгі адамдай қарайды. Ал Пеннивайз өзім құдаймын, әлемдерді жұтатын күшпін деп сандырақтайды. Бұған жауап ретінде бір ер адам оның ақылынан адасқанын айтып, бетіне шапалақ береді. Қазіргі шақта ата-аналар балаларына қайта қосылады. Хенлон мен Таниэль бірге қанжарды құраған ағашқа апаруға шешім қабылдайды. Дәл сол сәтте әскери қызметкерлер оларға оқ жауа бастайды. Хенлон аяқтан жарақат алады, ал Таниэль қаза табады. Бұл Хенлонның қолында екінші рет өліп бара жатқан адамды ұстауы болды. Уилл және қалғандар Хенлонға жүгіріп келеді. Жараланған Хенлон қанжарды Уиллге береді де, оны қайда көму керегін айтады. Генерал Фрэнсис әскери қызметкерлеріне Хенлонды ұстауды және Холлорантты іздеуді бұйырады. Әскерлер Хенлонды тұтқынға алады. Сосын Холлорантты іздейді. Жасөспірімдер құраған ағашқа жету жолында қозғалып жатқанда Фрэнсис Пеннивайзды көреді. Ол әлі де Холлоранттың жасаған иллюзиясында қалып отыр. Генерал клоунға жақындап, осы жылдар бойы ойланғанын айтады. Ол шын мәнінде бар ма, әлде кішкентай баланың қиялы ма деп. Біз түсінеміз, Фрэнсис прецепт операциясына үлкен күшпен әскери ресурстар жұмсаған. Пеннивайз шынымен бар ма, жоқ па білмей. Сол кезде әскер Холлорантты оятады. Ол Пеннивайздың санасын бақылауды тоқтатады. Пеннивайз Холлоранттың барлық әрекеттерінің нәтижесі екенін түсініп, иллюзиядан шығады. Ол шындыққа оянып, алдында тұрған Фрэнсисті көреді. Алдымен оны танымай кетпек болады. Бірақ Фрэнсистің иісін сезіп, 1908 жылы Роуз оның прасшамен ұрған кездегі оқиғасын есіне алады да, олар бірге қашып кеткенін еске түсіреді. Пеннивайз генералын жұтып қояды. Жасөспірімдер қураған ағашқа жақындай береді. Қанжардың қарсылығына қарамастан. Пеннивайз оларды тоқтату үшін шабуылдайды. Әскерлердің назарын клоунға аударған сәтті пайдаланып, Хенлон және қалғандары оларға қарсы қаруды тартып алады. Хенлон 2 рет оқ жаудырады. Бірақ бұл әлемді жұтатын құдайды тоқтатуға жеткіліксіз. Ол тағы да оқ атпақ болады. Бірақ патрондар таусылған. Пеннивайз Хенлонға өлі шамдарды көрсетеді және Хенлон кататонияға түседі. Жасөспірімдер әлі де қураған ағашқа жете алмайды. Өйткені қанжар қарсылық көрсетіп тұр. Сол сәтте Ричаның елесі пайда болып, достарына көмектесуге жүгіріп келеді. Ол Пеннивайзға қарсы фак көрсетеді және балаларға қосылады. Ричаны тек Холлоран ғана көреді. Қалғандары байқамайды. Пеннивайз ұшатын алып, құсқа, жарғанат пен айдаһардың гибридіне айналып, оларды тоқтатпақ болады. Ричаның елесінің көмегімен жасөспірімдер қанжарды қураған ағаштың түбіне сәтті қадайды. Ал Пеннивайз жарық сәулесімен мұзға лақтырылып кетеді. Егер ол ақылдырақ болса, бірден алық құсқа айналып, қураған ағаштан ұшып кетер еді. Пеннивайздың жүзі өткен шақтағы бейнелерді көрсетеді. Кейін шынайы қалпына оралып, Галлу қайтадан қапасқа түсіп, 27 жылға канализацияға тығылады. Ол қайтадан 1988 жылы пайда болады. Ано фильмінде Джорджиді әкеткен сәтінде. Роуз Таниэльдің жоғалуы үшін жылайды. Бір уақыттан кейін біз Ричидің жерлеу рәсімін көреміз. Марч марқұмның жерлеуінде сөйлеу жасайды. Оның сөзі 12 жастағы балаға қарағанда тым пәлсапалы. Бірақ бұл тек сериал болғандықтан біз оны қысқаша өткіземіз. Холлоран Ричидің ата-анасына балаларының қолым иықтарына қоятындығын айтып, әрдайым жанында болатынын түсіндіреді. Енді Холлоран зомбилерді емес, жарық сәулелі елестерді көретінін білеміз. Холлоран ең мүмкін болашақ маусымдарда да пайда болады. Тіпті олар 1935 немесе 1908 жылдарда өтсе де. Жарқырау Холлоранның санасын макро әлеммен байланыстыратын ерекше қабілет.
Біз Пеннивайз мысалында көргендей, макро әлем үшін уақыт деген жоқ. Лили алғаш рет әкесінің қабіріне келеді. Бақылау алаңында Мардж Лилиге Пеннивайздың болашақта оның ұлы мен достары клоунды өлтіреді деп айтқанын еске салады. Кейін солай болады. Мардж Дерриде қалады. Болашақта стоматолог Вентфорд Тозерге үйленіп, Ричиді дүниеге әкеледі. Рич пен оның достары кейін Пеннивайзды өлтіреді. Уилл Ронимен мұштасады. Себебі Грогандар Дерриден кетуге бел буады. Хэнк өлген деп саналады, және Дерриде қалуы қауіпті. Уилл Рониге хат жазуға уәде береді, және олар алғаш рет поцелуй жасайды. Шын мәнінде, болашақта Рони оны ұмытады, өйткені Дерриден кеткен адамдардың барлығы есте сақтау қабілетін жоғалтады. Соңында Уилл Джессика есімді қызға үйленеді. Хенлон әскерден шығады. Барлық оқиғалардан кейін ол әскери қызметке сенімін жоғалтты және келісім жасайды. Егер ол болғандарды ешкімге айтпаса, оны қудаламайды. Ол Шарлотта мен Уиллмен бірге Дерриде қалуға шешім қабылдайды. Роуз Хенлон мен Шарлоттаға өзінің фермерлік жерін береді. Таниэл қайтыс болғаннан кейін ол үшін бұл орын тым ауыр болды. Оны 2017 жылғы фильмінде біз егде Хенлонды көреміз, бірақ Уилл болмайды. Ол белгісіз себептермен қайтыс болған. Оның орнына ұлы Майк, Хенлонның немересі, негізгі кейіпкерлердің бірі ретінде көрінеді. Оқиға 1988 жылға ауысады. Өткеннен 26 жыл өтті. Ингрид, яғни Перевинкл, Қарадақтан кейін Джунипер Хиллге жеткізілген. Ол осы мекемеде 26 жыл пациент болып отыр. Пеннивайз өлі шамдарды көрсеткен соң, Ингрид есінен танған. Ол әкесін қасқалар өлтірді деп санайды, және тек музыка ғана оны тыныштандырады. Сол музыка 6 серияда Лили оған келгенде үйінде ойнаған әуен. Әрі оны 2019 жылы фильмінде де оның үйінде естіліп тұрады. Бір күні 88 жастағы Ингрид коридордан айқай естігенде, клоундық суретінен үзіліс жасап, шу шыққан жерге барады. Айқайлаған Эльфрида Марш өз бөлмесінде өз-өзіне қол жұмсаған. Оның күйеуі Элвин және қызы Беверли мәйіттің жанында жылап тұр. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға үлкен рахмет. Егер арнаны қолдап, маған жиірек видео шығаруға ынталандырғыңыз келсе, ең тиімді жолы Халық банкі арқылы жазылу, немесе Каспи арқылы бір жолғы қайырымдылық жасау. Бұл маған монтажшыларды жалдап, фильмдерге эксклюзивті түсініктемелер дайындауға мүмкіндік береді. Мысалы, айына 1000 жазылушы болса, мен демеушілер үшін Келінка Сабина, Саке, Рекетир, Менің атым Қожа және басқа да қазақ фильмдері мен сериалдарын шығараламын. Арнаны дамытуға арналған донат сілтемелері сипаттамада. Үлкен донат жасасаңыз, сіздің есіміңізді тек титрларда ғана емес, дисклеймерде де қосамын.